Бәріңе сәлем достар, сіздермен әдеттегідей Қазбек ағай. Бүгінгі видеода біз мектепте өтілмейтін, бірақ ұбт-да келетін күрделі теңдеулерді шығаратын боламыз. Достар, видеоны бастамастан бұрын сіздерге бір керемет ұсыныс айтқым келеді. Неге именно ұсыныс деп жатырмын? Себебі дәл мына мен беретін ақпараттарды Қазақстанда ешқандай курс дәл мына бағада бермейді. Шынымды айтамын. Қазір мұқият тыңдап алыңыз, өкінбейсіз. Қараңыздар, менде курсымның екі пакеті бар. Стандарт пакет бар және престиж пакет бар. Бірінші стандарт пакетте алгебрадағы барлық тақырып, кәдімгі ұбт-ның спецификациясы бойынша барлық тақырып қарастырылады. Сонымен қатар геометрияда планиметрияға дейінгі тақырыптар өтіледі. Үшбұрыштар, төртбұрыштар, жаңағы параллелограмм, трапеция, шеңбер, вектор, бұның барлығы бізде несінде өтіледі. Окей? Одан кейін мұғаліммен тікелей байланыста боласыздар. Яғни менімен тікелей байланыста. Ортақ чат бар. Ортақ чатта өздеріңіз секілді оқушылар бар. Сол оқушылармен бірге сұрақтарды не істейсіздер? Ақылдасып, талдап жасай аласыздар. Және де 2,5 мың есеп чисто практика жасауға сіздерге беріледі осы курс барысында. Курстың ұзақтығы 3 ай. Осы 3 айдың ішінде сіздер 2,5 мың есеп шығарасыздар. Ойлап көріңізші, 3 айдың ішінде 2,5 мың есепті шығарған оқушы қандай білікті болып шығады, иә? Одан кейін достар, қараңыздар, нағыз ұбт есептерінен құрастырылған бұл есептердің барлығы яғни грант ұбт-ның есептері бар ғой, соларға өте қатты ұқсас құрастырылған. Грант ұбт-дан келген бір есепті аламын да, осыған ұқсайтын 10 есепті құрастырамын. Осылай құрастырылған бұның есептерінің барлығы. Одан кейін формула кітапшалары сіздерге берілетін болады, яғни әрбір тақырып бойынша формула кітапшалары беріледі, чтобы сіздер қарап шығарып алып жаттау үшін. Бұл стандарт пакет, бір реттік төлем 20 мың теңге ғана. Доступ ұбт біткенше, мейлі 10-шы сынып болсаңыз да, 11-ші сынып болсаңыз да, бұл жерде бір-ақ рет төлем жасап ұбт-ға дейін дәл осының барлығын сіздер доступны ала аласыздар. Одан кейін екінші пакет, престиж пакетта, бұның бағасы 50 мың теңге, ішіне 2 рет стандарт пакеттегі барлық айтылған заттар кіреді, және геометрия курсы толық өтіледі. Сонда қараңыздар, алгебра курсы толығымен өтіледі, және геометрия курсы толығымен өтіледі. Одан кейін үй тапсырмасын эфирде талдаймыз. Өздеріңізбен бірге эфирде отырып үй тапсырмаларын талдайтын боламыз. Апталық тесттер болады, айлық тесттер болады, және жабық нұсқа талдау. Бұл қаңтар-наурыз айларында болады. Одан кейін қайталау айы. Ертең Құдай қаласа сіздер наурыздан былай қарай, яғни наурыз айынан былай қарай мектептегі іс-шаралармен қолдарыңыз босамай қалуы мүмкін. Сондай жағдайда оқушылардың қайталау деңгейі төмендеп кетпес үшін мен осындай тегін қайталау айын жасадым. Престиж пакетін алған оқушыларға ол тегін. Одан кейін практикалық кітапша, бұны мен курсқа тіркелген оқушыларға курс барысында түсіндіретін боламын. Бұл өте керемет зат. Пока бұндай кітапша негізі басқа курстарда жоқ. Және де бонус ретінде бірінші курстың бірінші семестрінде өтілетін сызықтық алгебра курсының матрица сабақтарын тегін беретін боламын. Нарықта бұның бағасы как минимум 20 мың теңге. Ал мен сіздерге осының барлығын 56 мың теңгеге беріп тұрмын. Бір-ақ рет төлем жасайсыздар, ұбт біткенше осылардың барлығын ала аласыздар. Курсқа қатысты отзывтар, нәтижелер керек болатын болса, менің инста парақшама өтсеңіздер, сол жерде барлығы ашық доступта көрсетілген. Кіріп оқып көрсеңіздер болады. Бұл курс мен былтыр запуск жасаған едім. Сол кездегі оқушыларының ең көп айтылған пікірі былай болды: ағай, менің сатып алған курсымда сіздің курсыңыздағы заттар жоқ екен. Яғни қымбатқа бір курсты сатып алады, бірақ өкінішке орай сапасыз. Ал мен курсыма жауап берем, отвечаю. Бұл жерде мен сапасына өте қатты мән бердім. Так что ойланбай көре берсеңіздер болады. Қандай да бір сұрақ туындайтын болса, WhatsApp-қа жазыңыздар. Курсты алғыларыңыз келсе, тіркелгілеріңіз келсе, тездетіп WhatsApp номерге өтсеңіздер болады. Все, достар. Надеюсь, уақыттарыңызды алған жоқпын. Бұның барлығы сіздерге бір ұсыныс болды. Тағы да қайталап айтамын. Бұл өте арзан бағада сіздерге беріліп жатыр. Алдағы уақытта, в принципе, өздеріңізді көріп жүрген шығарсыздар, көретін шығарсыздар. Инстадан рекламалар шыққан кезде курстың бағалары мен менің курсымның бағасын салыстырып көріңіздер. Кәдімгі разницасын байқайсыздар. Все, достар, осымен ұсыныс аяқталды. Енді есептерді шығарып бастайық. Олай болса, алғашқы тапсырмадан бастайық, достар. Бұл жерде бірінші есеп. Әрине, ең бірінші сұрақ бұл ұбт-да келді ма деген сұрақ болуы мүмкін. Әрине, бұндай есеп ұбт-да келген, бірақ енді дәл мына есеп емес. Осыған өте қатты ұқсайтын есеп бар. X минус 2-ның 4 дәрежесі қосылған X плюс 2-ның 4 дәрежесі тең какой-то бір 32 или 38 ба, ұмытып қалдым. 30 деп тұратын бір санға теңескен бір теңдеу бар еді. Мына есеп соған ұқсайды. Енді достар, мына есепті шығарудың бірнеше әдістері бар. Солардың ең ішіндегі түсінікті болады-ау деген екі әдіспен қазір мен сіздерге осы есепті шығарып көрсетемін.
Бірінші әдіс ол бізде айнымалы енгізу әдісі. Яғни бұл әдісті қолдануымыз үшін біз айнымалы енгізуді білуіміз керек, және қысқаша көбейту формуласы 7-ші сынып және дәреженің қасиеттері 7-ші сынып, сонымен қатар дискриминант 8-ші сыныптағы, және де жүйелер. Жүйелер негізі 6-шы сыныпта бастайды, бірақ енді 9-шы сыныпта күрделі жүйелер өтеміз, бізге солар керек болады. Міне осы төртеуін білулеріңіз керек мына есепті шығара алуымыз үшін. Жақсы, енді бастайық достар. Мен қазір мынаны былай жасаймын. Мынаны аламын да А деп теңестіріп алайын. Мынаны мен Б деп теңестіріп алайын. Сонда менде не болады? А-ның 4 дәрежесі, міне мұнда жазайық, А-ның 4 дәрежесі қосылған Б-ның 4 дәрежесі болады. Бұл менде 17-ге теңеседі. Енді достар қараңыздар, мен жаңа А-ны неге тең деп алдым? Х минус 2 деп алдым ғой. Қазір енді есепті жеңілдетуіміз үшін мен мына х пен 2-ның орнын ауыстырып былай жазып аламын. 2 азайтылған х. Б-ны тең деп аламын 1 плюс х. То есть мен не істедім достар? Мына жерде 2 мен х-тің орнын ауыстырып жібердім. Мына жақшаның сыртында жұп дәреже болатын болса, жұп дәреже деген 2, 4, 6, 8 деген секілді 2-ге бөлінетін болса, онда мына орында тұрған нәрселерді оңай ауыстыра бересіздер. Типа х пен 2-ның орнын просто так ауыстыра саласыздар. 2 минус х деп бола береді. Ол мынандай нәрсе ғой. Санмен мысал ретінде көрсететін болсақ, 1 минус 2 мен 2 минус 1-дің мысалы 4 дәрежесі деп алайық, давайте. Екеуі бір нәрсе ғой, барлығынан плюс 1 шығады. Міне мына жерде де дәл сол әңгіме достар. Х пен 2-ның орнын смело ауыстыра бересіздер. Түсінікті қояйық, не нәрсеге сүйеніп ауыстырғанымыз, дәреженің қасиеті бойынша біз оны ауыстыра береміз, ол орында, қате емес. Ал енді ол есепке әсер етеді ма деген кезде, есепті жеңілдетеді. Мынау белгілеу енгізуге әсер етеді ма деген кезде жоқ. Яғни біз мына жерде мысалы мына тұрған жерінен А деп алдық, потом мына жаққа 2 минус х деп жаздық, ол әсер ете ма дейтін болса, бұл жоқ, ол әсер етпейді. Екеуі бір нәрсе достар. Жаңа мен оны түсіндіріп айттым. Екеуі бір нәрсе. Немесе о баста мынаны бүйтіп өзгерте салсаңыздар да болатын еді негізі. Енді достар қараңыздар, сіздерде тағы да бір сұрақ туындауы мүмкін. Бұл екеуінің орнын міндетті түрде ауыстыру керек па бүкіл есепте деген секілді? Жоқ. Бұл екеуінің орнын ауыстыру міндетті емес, бірақ ауыстыратын болсақ есепте жеңіл шығарамыз. Ауыстырмай да шығара беруге болады. Дәл осы жолмен, дәл осы тәсілдермен. Бірақ ол кезде теріс сандар көп болып кетеді. Ал теріс сандар ол кішкене жұмыс жасауға ыңғайсыз. Шатасып кетуіңіз мүмкін, басқа болуы мүмкін. Оң сандармен жұмыс жасаған әлдеқайда ыңғайлы. Қазір мен мына осы заминадан кейін, яғни 2 минус х деп жазғаннан кейін оң сандар шығатынын білемін да, сол үшін ауыстырып жатырмын. А так былайынша орнын ауыстырмай ақ та шығара берсеңіздер болады, бірақ өзі теріс сандар көп болып кетеді. Оң сандармен жұмыс жасаған ыңғайлы ма, әлде теріс сандармен ба? Әрине, оң сандармен жұмыс жасаған әлдеқайда ыңғайлы. Міне сол үшін мен орындарын ауыстырдым. Жақсы достар, енді осындай бір жүйе шығарып алдық. Енді әрі қарай не істейміз? Мен мынау бірінші жүйеге тиіспеймін, то есть бірінші теңдеуге. Бұл жерде А-ның 4 дәрежесі қосылған Б-ның 4 дәрежесі күйінде қалады, тең болады 17-ге. Ал мынау астындағы екі теңдеуді өзара қосып жіберсем болады. Сонда менде не болады? А қосылған Б тең болады менде 3-ге. Егер де достар, біз жаңа мына х минус 2-ның орнын ауыстырмай шығаратын болғанымызда, мына жерде минус 3 болатын еді, және А минус Б болатын еді мұнда. Яғни есеп сәл күрделі болып кетеді да ол кезде. Кішкене қиынырақ шатасатын моменттер көбейіп кетеді. Ал егер орнын ауыстырып алып қосып жіберетін болсам, оң сандар кілең, ал оң сандармен жұмыс жасаған оңай. Жақсы, енді не істейміз достар әрі қарай? Әрі қарай біз мынау А плюс Б-ны каким-то образом мынаған әкелуіміз керек. Немесе былай айтайық, А4 қосылған Б4-ті көріп тұрмыз ғой. Осыны мен мынау арқылы өрнектеп жазуым керек. Яғни А плюс Б арқылы өрнектеп жазуым керек. Басқа вариант жоқ. Енді оны қалай өрнектейміз деген кезде біз қысқаша көбейту формулаларын білуіміз керек. Ол қалай? Мысалға, А-ның 4 дәрежесі қосылған Б-ның 4 дәрежесі дегеніміз, ол мына нәрсеге тең бола алады. А квадрат қосылған Б квадрат, оның квадраты азайтылады 2 А квадрат Б квадрат. Егер сенбесеңіздер, онда жай ғана жақшаны ашып тексеріп көріңіздер. Бірақ әрине қысқаша көбейту формуласын достар білулеріңіз керек. Мықты, міндетті түрде оны білулеріңіз керек. Жақсы деңгейде білу керек. А-ның 4 дәрежесі болады мұнда ашатын болсақ. Қосылған 2 А квадрат Б квадрат қосылған Б-ның 4 дәрежесі. Потом мынаны қайтадан азайтып тастаймыз, Сонда бізде 2 А квадрат Б квадрат. Міне мына екеуі жойылады да достар, қараңыздар, А-ның 4 дәрежесі қосып Б-ның 4 дәрежесі бізге мынаны шығарып береді. То есть біз бұл жерде нені түсініп тұрмыз? Мынау мен мынау барлығы бір-біріне тең. Мысалға, қандай да бір, мысалы, Бақдәулет дейтін адам болса, оған Бақдәулет десең де ол өзіне айтылып тұрғанын біледі, және оған Баха десең де сол бір адам екендігін меңзеп тұрмыз. Негізі Бақдәулет десек те, Баха десек те бір адам. Сол секілді мына жерде мына теңдеуде, мына өрнекте екеуі бір-біріне бірдей өрнектер, бір-біріне тең өрнектер. Демек, бір-бірінен не істей аламыз? Замена жасай аламыз. Енді мен қазір мына жерден артық заттарды өшірейін.
Так вот, енді достар қараңыздар, аның 4 дәрежесі, бұның 4 дәрежесі қосындысы неге тең еді? 17-ге. Демек, мынаның да қосындысы ол 17-ге тең есе алады деген сөз. Енді әрі қарай біз қазір мынаумен жұмыс жасаймыз енді. Мына а квадрат плюс б квадрат жақшанысын көріп тұрмыз ғой. Дәл жаңа жасаған өрнекті, дәл жаңа жасаған амалды мен қайтадан жасаймын. Жалпы бұны түсіндіруге тағы да бір мысал айтатын болсақ, мысалы химияда катализатор деген нәрсе бар. Мен мынаны математикалық катализатор деп едім. Катализатор дегеніміз ол реакцияның жүру жылдамдығын арттырады да құрамын өзгертпейді. Мынау дәл сол нәрсе ғой достар. Математикада тоже катализатор болса, онда ол осы. Яғни ол есептің құрамын өзгертпейді, бірақ есептің шығуын жеңілдетеді әрі жылдамдатады. Міне мынау соған бір мысал. Енді достар қараңыздар, а квадрат плюс б квадрат. Оны біз қалай жазып алсақ болады? Біз оны а қосылған б-ның квадраты азайтылған 2аб деп жазып алсақ болады. Өйткені қазір мен мынаны ашатын болсам, а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат, одан қайтадан мына 2аб азайтылып кетеді, сонда а квадрат пен б квадраттың қосындысы қалады. Яғни мынау ғана. Окей, түсіндіре алдым ғой. Енді достар қараңыздар. Сонда мен қазір мына а квадрат б квадрат мен мынаның орнына мына нәрсені әкеліп қоямын. Вот, мында жазайық. Сонда бізде а қосылған б-ның квадраты азайтылған 2аб жақшаның сыртында квадрат азайтылады 2. Дәреженің қасиеті бойынша мен мына нәрсені аб-ның квадраты деп жаза аламын. Екеуіне ортақ дәрежені жақшаның сыртынан шығарып жібереміз. Тең болады бізде 17. Осы жерден достар біз нені көріп тұрмыз? А плюс б-ның мәні бар бізде. Міне, көрдіңіздер ме? Біз осыған алып келдік. аб, ал мында аб квадрат. Демек біз есепті жеңілдету үшін қазір айнымалы енгізсек болады. аб-ны мен какой-то бір т деген айнымалыға теңестірейін. Өздеріңіз білесіздер, ж-ға, қ-ға, қ-ға теңестіріп алыңыздар, разница жоқ. Главный мағынасын біліп алсаңыздар болады. Сонда орнына әкеліп жазайық. Енді мынаның орнына мен 3-ті қоямын, оны квадрат дейтін болсам 9. Азайтылған 2, аб-ның орнына мен т-ны әкеліп қоямын. Квадрат. Азайтылған мында 2т, бірақ мына жерде квадраты бар, ұмытып кетпейміз, сонда 2т квадрат. Тең болады 17-ге. Міне осындай бір теңдеу шықты. Болды, мына теңдеумен жұмыс жасайсыздар, уже мынау оңай әрі қарай. Бұл жерде біз жақшаны ашатын болсақ 81, азайтылған 36т, қосылған 4т-ның квадраты азайтылған 2т квадрат болады, тең 17-ге. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз, жинақтаймыз, сонда бізде 2т квадрат азайтылған 36т қосылған 81, так 17 былай қарай келеді, сонда бізде 64 болады, иә? Тең болады 0-ге. Барлығы 2-ге бөлінетін көріп тұрмыз ғой, есепті жеңілдету үшін 2-ге бөліп жібере саламыз. 2-ге бөлмей ақ та шығара беруге болады, без проблем. Сонда бізде т квадрат азайтылған 18т қосылған 32 тең болады 0-ге. Достар, енді осы жерден тветпен немесе дискриминантпен өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, сонымен т-ның мәндерін табуларыңыз керек. Мен т1-ді давайте 2 деп алайын, т2-ні мен 16 деп алайын. Мінекей осылай алдық. Енді достар, әрі қарай не істейміз? Әрі қарай мынау т бұл не еді? Негізі бұл қайдан пайда болды? Біз т-ны аб-ға теңестірген едік қой. Естеріңізде ме? Демек мен қазір бүйтем. аб-дан 2 мән бар екенін ескерем. Ол 2-ге тең. Біріншісі, одан кейін аб ол менде 16-ға тең. То есть былай ғой достар, қараңыздар, аб-ны мен т-ға тең деп алдым, т-дан 2 шықты ғой. Біреу 2-ге, біреу 16-ға тең. Соны орындарына әкеліп қойып жатырмын. Сонда аб 2-ге тең, аб 16-ға тең дейміз. Енді достар, тағы да бізде а мен б-ға қатысты теңдеу бар ма еді? Әрине бар. Мында тұр және мында тұр. Енді өздерің логично ойланып көріңдерші, а-ның 4 дәрежесі, б-ның 4 дәрежесі мында әкеліп жазған тиімді ма, әлде а плюс б-ны әкеліп жазған тиімді ма? Әрине, а плюс б-ны әкеліп жазған тиімді, өйткені мынада 4 дәреже бар, ол проблема болып кетеді. Мынада дәреже 1-ге тең, өте оңай. 3-ге тең деп мынаны аламыз. Мына жерге де соны әкеліп жазып қоямыз. А плюс б тең 3-ге тең. Бұл жерде біз шығарып жатқанымыз барлығы бір теңдеу. Мына жерде а нешеге тең болса, ол барлық жерде соған тең. То есть бүкіл а бір-біріне тең, бүкіл б бір-біріне тең. Сондықтан бұл жерде теңдеулерді осылай құрастыра беруіміз ол орынды. Барлығы сол бір айнымалы. Енді достар, мына жерде енді айтпаса да түсінікті шығар. А-ның мәні бізде 1 мен 2 болады. Енді мынаны шығара аламыз деген ойдамын. Мына видеоны көріп отқан оқушы мына теңдеулер жүйесін міндетті түрде шығарып білуі керек. Енді осы жерден а-ның мәні 1-ге тең, б-ның мәні 2-ге тең деп бір теңдеу шығарсақ болады. Және а-ның мәні 2-ге тең, б-ның мәні 1-ге тең деп келесі бір теңдеуді шығарсақ болады. Яғни бұл а мен б-ны енді не істейміз деген кезде мұнда әкеп қоямыз достар, міне. Вот. Сонда алып келетін болсақ, қазір мен басқа бетке жасайын оны. Так, мінекей достар.
аның мәні 1-ге тең, b-ның мәні 2-ге тең дедік қой. Қазір мына жерге орнына қойып, мына бір парочканы тексеріп көреміз, сосын мына парочканы тексеріп көреміз. Әрқайсысынан x-ның мәндерін жеке-жеке тексеріп алады екенбіз, иә? Окей, орындарына қояйық. Сонда аның орнына 1-ді әкеп қоямын. 1 тең болады 2 азайтылған x. Осы жерден енді сразу x-ті табатын болсақ, ол неге тең болады? Ол әрине 1-ге тең болады. Астына әкеп, b-ны әкеп қоямыз міне. Мына екеуін, потом мына екеуін жеке-жеке тексереміз. B-ны әкеп қоятын болсақ, 2 тең болады 1 қосылған x. Осы жерден x табатын болсақ, әрине x 1-ге тең. Ну, екеуіне бірдей жауап шықты. Скорее всего, бұл қазір дұрыс орындалады деген сөз. Бірақ асықпаймыз, міндетті түрде жақшаның ішіне қойып тексеріп алыңыздар. Жақшаның ішіне қойып тексеретін болсақ, міне 1 азайтылған 2, осының 4 дәрежесі. Оған қосамыз 1 плюс 1-дің 4 дәрежесі. Осы 17-ге тең есе ма? Тексерейік. 1-ден 2-ні азайтамыз, минус 1, бірақ оның 4 дәрежесі оның плюс 1 қылып береді. Окей, мына плюс 1 бар. 1-ге 1-ді қосамыз 2, оның 4 дәрежесі 16, 16-ға 1-ді қосамыз 17 шығып тұр. Демек, 1 ол жауап бола алады деген сөз. Иә, міне 1 жауап бұл 1. Мынау екі бір нәрсе 1 нүкте, иә. Окей. Енді келесі, мына астындағы парочканы тексеріп көресіздер. А-ның орнына 2-ні, b-ның орнына 1-ді қойып. Сонда енді жазайық. 2 тең болады 2 азайтылған x. Осы жерден сразу x табатын болсақ, ол 0-ге тең. Келесі астында 1 тең болады 1 қосылған x. Бұл жерден x табатын болсақ, ол 0-ге тең. Бұл да бізде не болады? Жауап бола алады. Қазір орнына қойып тексеріңіздер. Мына жерге 0-ді қоясыздар, мына жерге 0-ді қоясыздар. Есептейтін болсаңыздар, минус 2-ның 4 дәрежесі ол бізге плюс 16-ны береді. 1-дің 4 дәрежесі 1-ді береді. 16-ға 1-ді қоссақ, 17 шығады. Демек, достар, бізде жауабы пока что ол не болады? x 1 деп қояйық 0-ге тең, x 2 ол 1-ге тең болады. Вот, пока осы. Бірақ бізде әлі есеп бұнымен бітпейді. Бізде не бар әлі? Мына вариант бар. Біз жаңа А-ның мәнін 2 деп алған кездегі жүйедегі А мен B-ны тапқан едік та. Ал мына жерде А мен B-ның 16-ға тең болатынын көрсететін тағы да бір екінші вариант бар, екінші нұсқа бар. Қазір осымен де шығарамыз. Так, давайте кеттік. Енді осы жерден А мен B 16-ға тең, А плюс B 3-ге тең. Мына теңдеуді қалай шығару керектігін білеміз деген ойдамын. Теңдеулер жүйесін бұл жерде А-ны біз алайық 3 минус B деп. И мында кеп қоямыз, иә. Мында бізде не болады? 3 минус B, потом көбейтілген B тең болады 16. Ашып жіберетін болсақ, 3B азайтылған B квадрат тең болады 16. Осы жерден B квадрат азайтылған 3B қосылған 16 тең болады 0-ге. Мына жерде уже дискриминант бізде 0-ден кіші сан болып қалады. Яғни D тең болады 9 азайтылған 4 көбейтілген 16. Көрдіңіздер ме? Түбірдің астына не болды? Теріс сан болып қалды. Ал ол нақты сандар жиынында шешімі жоқ дегенді білдіреді. Түбірдің астында теріс сан болып қалса, нақты сандар жиынында шешімі жоқ, яғни дискриминант шыға алмайды. Бітті. Демек, мына теңдеу уже бізде жарамсыз. Бұны қарастырмаймыз. Сонда есепте 2 жауап бар екен. Ол қандай жауаптар? 0 және де 1. Достар, көрдіңіздер ме? Мен 10-шы, 11-ші сыныптардан мүлде информация алған жоқпын. Нешінші сыныптар жұмыс жасадық? 7-ші сыныптағы дәреже қысқаша көбейту, 8-ші сыныптағы квадрат теңдеу, 9-ші сыныптағы теңдеулер жүйесі. Осылармен ғана жұмыс жасадық. Қалғандары уже жай ғана логикаға байланысты. Енді достар, қараңыздар, мына жолға түсінбесеңіздер, онда бұл сіздердің ақымақтарыңызды көрсетеді деген нәрсе емес. Я болмаса менің түсіндіре алмай жатқандығымнан емес. Ол просто осындай теңдеулермен жұмыс жасамағандықтың белгісі. Егер де сіздер көбірек жұмыс жасайтын болсаңыздар осындай теңдеумен, онда әрине сәйкесінше бұндай есептерді шығару да, түсіну де жеңіл бола бастайды. Хорошо? Енді достар, қараңыздар, бірден айта кетейін. Егер осындай теңдеулермен практика жасағыларыңыз келсе, онда міндетті түрде WhatsApp-қа жазыңыздар. Мен сіздерге тегін материалдарды жіберетін боламын. WhatsApp-қа міндетті түрде жазыңыздар. Ағай, маған теңдеу шешуге қатысты практика есептер керек десеңіздер, мен сіздерге жіберетін боламын. Окей. Енді қазір достар, мен осы теңдеуді шығарудың екінші түсінікті болатын әдісін көрсететін боламын. Енді достар, екінші әдісті түсіндірейік. Бұл жерде екінші әдістің негізгі мағынасы симметриялау. Яғни ол жерде не нәрсе, жалпы соңғы результат қандай болу керек деген кезде, бізде былай болу керек. Мысалға, мынау x минус 2 деп тұр ғой. Мына жақшада x плюс 2 деген секілді ше. То есть мынандай нәрсе ғой. Мына жақта x минус a квадрат қосылған, мына жақта x плюс a-ның квадраты. Осындай формаға келтіреміз, мына жақта какой-то бір сан. Осындай түрге келтіріп алуымыз керек, достар. Иә?
Немесе мына жер плюс, мына жер минус болуы мүмкін, разница жоқ, әйтеуір осыған әкеліп алсаңыздар болды. Енді ол үшін біз не істейміз деген кезде айнымалы енгіземіз. Бірақ айнымалы енгізудің өзінің ережесі бар. Қандай ережесі? Арифметикалық ортасы бойынша айнымалы енгізу. Таныс емес болып отыр ма? Қазір жазып көрсем. Қараңыздар, арифметикалық орта деген не еді? Мысалға 10 деген бір сан бар, 20 деген бір сан бар. Осы екеуінің арифметикалық ортасын тап дейтін болса, екеуін бір-біріне қосып екіге бөлетін едік. Екі сан болғандығы үшін. Мына жерде дәл сол нәрсе. Қандай да бір айнымалыны алайық. Мысалға т болсын, п болсын, q болсын, өздеріңіз біліңіздер. Мен т деп ала берейін. Т тең. Енді бүйтеміз. Осыны арифметикалық ортасына теңестіреміз мына екеуіне. Сонда x минус 2 қосылады x плюс 1. Оны 2-ге бөліп жіберемін. Міне мынау бір өрнек, мынау бір өрнек. Мына жерде 4 нәрсе тұр екен деп 4-ке бөліп атпаңыздар. Мынау бір өрнек, мынау бір өрнек болып есептеледі. Сондықтан 2-ге бөлеміз. Енді x-қа x-ті қосамыз, 2x болады, минус 2 плюс 1 бұл бізде минус 1 бөлінген 2. 5-ші сыныптағы жай бөлшектің қасиеті бойынша мына екеуі не істейді? Жеке-жеке бөлінеді. Сонда бізде 2x-ті 2-ге бөлеміз, x қалады, минус 1-ді 2-ге бөлсек, 2-ден 1 кейінде қалып қояды, достар. Сонда қараңыздар, біздегі т неге тең екен? X азайтылған 1 бөлінген 2. Енді мен осы жерден минус 2-ден 1-ді былай қарай плюспен өткізіп жібере салайын. Сонда мендегі x неге тең болады? Т қосылған 2-ден 1-ге тең болады. Яғни мен қазір x-тің орнына осыны әкеліп қоямын, сол кезде менде симметриялы теңдеу шығады деген сөз. Енді қазір мен мына жерден артық заттарды өшірейін. Так, енді орнына әкеліп қоямын, достар. Мына x-тің орнына және мына x-тің орнына әкеліп жазамын. Сонда қараңыздар, т қосылған 2-ден 1 азайтылған 2. Осының 4 дәрежесі қосылады. Т қосылған 2-ден 1 қосылған 1. Осының 4 дәрежесі тең болады 17-ге. Енді мына жер чисто арифметика, достар. Енді бұны білеміз деген ойда, мынау деген кәдімгі чисто арифметика. Осы жерден т азайтылған, менде 3 бөлінген 2 деген бір өрнек пайда болады. Әрине бұның 4 дәрежесі бар. Қосамыз. Мына жерде т қосылған 3 бөлінген 2 деген келесі бір өрнек пайда болады. Көрдіңіздер ме, достар? Біз не істедік? Теңдеуді симметриялы түрге ауыстырып алдық. Міне т минус 2-ден 3, т плюс 2-ден 3. Вот. Симметриялы жасап алғаннан кейін уже есепті шығару жеңілдейді. Бұның өзінің арнайы формуласы бар. Қараңыздар. Бізде мынандай формула бар. А қосылған b-ның 4 дәрежесі, так, мына жерді минус қылып жіберейін. Қосылады, мына жерде а плюс b 4 дәреже. Яғни а минус b-ның 4 дәрежесі қосылған а плюс b-ның 4 дәрежесі болатын болса, онда ол мынаған тең болады. 2 жақшаның ішінде а-ның 4 дәрежесі қосылған 6 а квадрат b квадрат қосылған b-ның 4 дәрежесі. Так, енді достар, бізде дәл осы өрнек тұр мына жерде. Қазір мынаған әкеліп салады екенбіз, сонда осыны қолданамыз. Получается, мен қазір мына екеуінің орнына нені әкеліп жазсам болады екен? 2 еселенген жақшаның ішінде а-ның 4 дәрежесі дейді. Демек, т-ның 4 дәрежесі деп жазамыз біз. Қосамыз, 6 формулада көбейтіледі а квадрат б квадрат дейді. Демек, т квадрат көбейтіледі 3-тен 2-ның, кешірім сұрайын, 2-ден 3-тің квадраты. Ол бізде 4-тен 9. Және қосылады b-ның 4 дәрежесі. Яғни 2-ден 3-тің 4 дәрежесі ол 16-дан 81. Тең болады 17-ге. Осындай бір теңдеу шығарып алдық. Әр қарай не істейміз? Әр қарай мынаны көбейтеміз жай ғана. Сонда 2t-ның 4 дәрежесі қосылған, мына жерде бізде 27 t-ның квадраты қосылған 81 бөлінген 8 азайтылған 17 тең болады 0-ге. Мынаны сразу былай қарай өткізіп алдым. Енді достар, әр қарай 8-ден ортақ бөлім беріп тастайық. Сонда бізде 2t-ның квадраты емес, уже бізде 16 t-ның 4 дәрежесі, то есть мына жер. Қосылады. 27-ні 8-ге көбейтетін болсақ, 216, я? T-ның квадраты қосылады бізде 81, азайтылған 136. Тең болады 0-ге. 81-ден 136-ны азайтатын болсақ, бізде 55 қой. Минус 55, соны бірден жазайық мұнда. Тең болады 0-ге. Яғни біз не істедік, достар? b квадрат теңдеу шығарып алдық. b квадрат теңдеу. Окей, енді не істейміз әрі қарай? Мынаны кәдімгі дискриминант секілді дәл солай шығарамыз. Яғни d дискриминант секілді деппін ғой. Квадрат теңдеу секілді дискриминант әдісімен шығара берсек болады. Ең соңында түбір қойып жібересіздер, болды. Сонда мінекей, түбір астында 216-ның квадраты қосылады 4 көбейтілген 16 көбейтілген 55. Енді бізге қазір осыны есептеу керек. Так, бізден шығады 224. Достар, ұбт деңгейінде сіздерге калькулятор беріледі.
Сол үшін мынау проблема емес деп ойлаймын. Енді Т1, Т2 деп қояйық мұнда. Тең. Бізде не болады? Минус 216 плюс минус 224 бөлінген 32. Тең. Дәл кәдімгі квадрат теңдеуді қалай шығарамыз? Тура солай шығарып келе жатырмыз. Бізден не шықты? 2 мүмкін жағдай шығады қазір. Так, біріншісінде барлығынан қысқарып кетеді да, бізде 4-тен 1 қалады. Ал екіншісінде минус 4-тен 55 қалады. Енді достар, міндетті түрде рут қойып жібересіздер. Яғни түбір плюс минус алдына таңбасын қоямыз, міне былай. Мына бізде мына жерден плюс минус 2-ден 1. Ал енді мынаған рут қоятын болсақ, яғни түбір қоятын болсақ, онда бұл не істемейді? Түбір астынан шықпайды. Я мысалы түбірдің астында минус 16 десек, ол уже мысалы жауап жоқ. То есть квадрат түбірдің астында терістен келетін болса, ол не болмайды, ары қарай жалғаспайды. Білеміз деген ойдамын енді оны, иә. Сонда достар, бізде не екен? Т-ның 2-ақ мәні бар екен. Плюс минус 2-ден 1. Болды. Осыны алып аламыз дағыны, мына теңдеуге әкеліп қоямыз. Ең басындағы міне. Мына жердегі Т-ның орнына қоясыздар, сонымен X-тің жауабы шыға салады. Так, сонда енді оны жазатын болсақ, мына жерде бізде X 1 деп қояйық, тең болады. Бірінші плюс 2-ден 1-ді алып келейік. 2-ден 1 қосылған 2-ден 1. 0,5-қа 0,5 қоссаңдар литр шығады. Деген секілді мұнда 1 болады. Келесі X2 минус 2-ден 1 плюс 2-ден 1. Ол біз әрине 0 болады. Получается, есептің жауабы x1 тең болады 0-ге, x2 тең болады 1-ге. Дәл бағанағы 0,1-ді шығарып алдық. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде біз симметризациялау деген әдісті қолдандық. Оның алдында айнымалы енгізу әдісі арқылы шығардық. В принципе, екеуі де мектеп программасында оқушылар үшін түсінікті болады деген ойдамын. Қайталап айтамын достар, егер түсінбей жатсаңыздар, ол нормально, өздеріңізді кінәлаудың қажеті жоқ. Не болмаса мені кінәламаңыздар. Ол просто көбірек жұмыстанбағанның кесірінен. Осындай теңдеулермен көп жұмыстанбағанның кесірінен. Ал егер көбірек жұмыстанбағаныңыз келсе, не істеу керектігін білесіздер, әрине WhatsApp-қа жазыңыздар, иә. Все, достар, енді бірінші есеп аяқталды. Келесі бізде екінші тапсырма. Енді достар, екінші тапсырмада тағы да айнымалы енгізу әдісімен шығарып жіберсек болады. Мен мынаны А деп алайын, ал мынаны мен Б деп алайын. Мұнда біз не нәрсе шығарып алады екенбіз? А квадрат қосылған 3AB азайтылған 4B квадрат тең болады 0-ге. Мынандай есептерді шығару барысында, достар, қараңыздар, біз бөлу әдісін қолдансақ болады. Яғни, өздеріңіз таңдап алыңыздар. Я А-ны, я Б-ны. Қайсысын ыңғайлы соны таңдап беріңіздер, разница жоқ. Мен мысалы қазір барлығын не істеймін? Б квадратқа бөліп жібере салайын. Сонда қараңыздар, бізде мынандай нәрсе шығады. А квадрат бөлінген Б квадрат қосылған 3AB бөлінген Б квадрат азайтылған 4B квадрат бөлінген Б квадрат тең болады 0-ге. Енді осы жерден дәреженің қасиеті бойынша мен мынаны бүйтіп жазып аламын. А бөлінген Б-ның квадраты деп болады ғой, дәреженің қасиеті бойынша жазуымызға. Қосылады. Мына жерде Б мен мынау қысқарып кетеді, не қалады? 3 көбейтілген А бөлінген Б қалады. Азайтылған 4 тең болады 0-ге. Енді осы жерден нені көріп тұрмыз? Әрине, қайтадан бір айнымалы енгізуді көріп тұрмыз. Өйткені былай жасайық. А бөлінген Б-ны қандай да бір Т-ға тең деп қарастырайық. Ондай болатын болса, мына жерде бізде Т квадрат қосылған 3Т азайтылған 4 тең болады 0 деген осындай бір не шығады екен, достар? Теңдеу шығады екен. Енді осы теңдеуді шешетін болсақ, бізде Т-ның мәні ветпен немесе дискриминантпен өзіңізге қалай ыңғайлы солай шығара беріңіздер. Т1 деп қояйық. Ол бізде біреуі не болады? 4 минус 4. Ал екіншісі Т2. Ол менде не болады? 1-ге тең болады. Яғни минус 4 пен 1. Енді не істейміз ары қарай? Біз жаңа А бөлінген Б-ны Т-ға тең деп алдық қой. Т-дан екеуі шықты, екеуіне жеке-жеке теңестіреміз. Яғни А бөлінген Б тең болады минус 4. Осы жерден А мен Б-ның орнына сразу мынау теңдеулерді әкеп қоя салсақ та болады. Давайте солай бірден жазайын, иә. Сонда 2x қосылған 1 астында 3x азайтылған 4 тең болады минус 4-ге. Енді мына теңдеуді шығару өте оңай, достар. Мынаны былай қарай пропорциямен көбейтіп аласыздар. Сонда бізде 2x қосылған 1 тең болады минус 12x қосылған 16. 12x-ті былай жібереміз. Сол кезде бізде 14x болады мұнда тең. Бірді былай қарай минус таңбамен өткіземіз 15. Осы жерден x-ті табатын болсақ, және 15
бөлінген 14 деген бір түбірді шығарып аламыз. Бұл есептің бір шешімі. Енді келесі шешімді табу үшін мен не істеймін? 1-ге теңестіріп аламын. Сонда 2х қосылған 1 астында, яғни бөлшектің бөлімінде 3х азайтылған 4 тең болады 1-ге. Дәл жаңағыдай былай қарай көбейтіп өткізіп аламыз. Сонда бізде 2х қосылған 1 тең болады 3х азайтылған 4. 4-ті былай өткізейін, 2х-ті былай қарай алып келейін. Сонда менде 5 тең болады мұнда х. Болды, сонда есептің екі шешімі. Ал қандай екен? x1 ол бізде 14-тен 15-ке тең, x2 ол бізде 5-ке тең. Болды, осымен екінші есеп достар тәмамдалды. Енді мына жерде бөлген кезімізде x-тің мәні тең болмау керек, жаңағы 4 бөлінген 3 деп анықталу болғысында негізі жазып қоймыз керек. Егер де бақылау, тағы сол секілді жазбаша жұмыстарды сіздерден тексеретін болса, осылай жазып қоюыңыз керек. Ол анықталу болғысын білдіреді. Бірақ енді ұбт деңгейінде бұл қатты керек зат емес достар. Все, бізде осымен екінші есеп тәмамдалды. Надеюсь, түсіндіре алдым деген ойдамын. Келесі бізде үшінші тапсырма. Деген достар, үшінші есепке келетін болсақ, бұл соңғы уақытта өте көп кездесіп жүрген күрделі теңдеулердің бірі. 2021 жылғы қаңтар, наурыз, наурыз ұбт-сында осындай теңдеулер келіп бастады. Және әлі күнге дейін бұндай теңдеулер келеді. Бұны қалай шығарады? Бұл жерде достар, мына жақшаның ішіндегі сандарға мұқият назар аударыңыздар. -3, -4, +1, +2. 4 санды көріп тұрмыз, міне -3, -4, +1, +2. Енді достар, осы сандарда кез келген бір екеуін алып, кез келген емес, қазір түсіндіремін қандай заңдылық екенін. Екі санды алып, бір-біріне қосқан кезде қалған екеуінің қосындысын беретіндей болу керек. Түсіндіре алдым ба? Мысалы қараңыздар. Мен қазір -3 пен +1-ді алып қосатын болсам, маған нешені береді? -2-ні береді. Қалған екеуі дегеніміз ол мына екеуі. Бұл екеуін қосатын болсақ, -4 +2 десек, бұл да -2-ні береді. Міне, осындай жақшаларда біріктіріп аласыздар. Яғни -3 пен +1 қайсысында тұр? Міне мына екеуінде тұр ғой. Я, осы екі жақшаны қазір бір-біріне көбейтіп ашам. -4 пен +2-ні бір-біріне көбейтіп ашам. Түсінікті логикасы, я? Міндетті түрде осы логика бойынша ашасыздар. Басқа жағдайда болмайды. Мысалға қазір мына екеуін ашып, мына екеуін аша салу деген әңгіме жоқ. Ол кезде есеп тым ұзақ болып кетеді, өте күрделі болып кетеді. Ал жаңағы мен айтқан логика бойынша ашатын болсаңыздар, яғни қосындысы тең болатын жақшалар арқылы ашатын болсаңыздар, онда есеп әлде қайда жеңіл болады. Мен енді қазір мына жерден керек емес ақпараттарды өшірейін. Так. Міне сонда мына екеуін қазір ашатын болсақ, бізде қандай өрнек пайда болады? x², я мына x пен мынаны көбейтем, сосын мынаған әке көбейтем ғой. Плюс x минус 3x минус 3. Міне осындай бір өрнек шығарып алдық. Енді мына жерде сразу ықшамдап жақшаның ішін -2x деп жазып кете салайық. Келесі жақшада x² азайтылған 2x азайтылған 8. Сразу ықшамдап жазып жібердім достар. Тең болады 336. Өте күшті шықты, я? Қалай? Өйткені x² минус x, x² минус x. Көрдіңіз бе? Осы жерден x² минус x-ті т-ға теңестіріп алып шығарып кете берсеңіздер болады екен. Демек, мынаның орнына қазір т-ны келіп жазып жібереміз. Сонда т минус 3 және мұнда т минус 8 тең болады 336. Осы жерден жақшаны ашып жібереміз. t² азайтылған 11t қосылған 24 азайтылған 336 тең болады 0-ге. Енді 24-тен 336-ны азайтамыз. Так, сонда бізде 312 болады. Оны давайте мұнда сразу жазып жібере салайық. Минус 312 тең болады 0-ге. Енді мұны деген кәдімгі квадрат теңдеу. Либо дискриминантпен, либо ветпен, басқа әдіспен шығара берсеңіздер болады. Сонда сіздерде t1 минус 13, t2 плюс 24 болып шығады достар. Болды, t1 мен t2-ні тауып алдық. В принципе, есеп уже жеңілдеді. Біз қазір есептің басындағы x² минус 2x-ті аламыз да, минус 13-ке бір теңестіреміз, және x² минус 2x-ті аламыз да, 24-ке теңестіреміз. Минус 13-ті былай қарай өткізіп алайық. Сонда бізде x² азайтылған 2x қосылған 13 тең болады 0-ге. Енді осы теңдеуді шығарамыз. Одан кейін x² минус 2x минус 24 тең болады 0-ге деп мына теңдеуді шығаратын боламыз. Деген достар, мына теңдеу ол шықпайды. Нақты сандар жиынында бұның шешімі жоқ. Себебі қазір дискриминантпен дәлелді көрсететін болсақ, 4 азайтылған 4 көбейтілген 13 дейтін болсақ, бізде түбірдің астында теріс сан болып қалады. Демек бұл әрі қарай жалғаспайды деген сөз. Енді мына жерде ветпен немесе дискриминантпен таба бересіздер.
x1 және x2. Көбейтіндісі минус 24, қосындысы плюс 2 болу керек. Демек 6-да минус 4 деп алсақ болады. Болды, сонда үшінші есептің шешімі шықты. Ол 6 және де минус 4 болады екен, достар. Осымен үшінші есеп тәмам. Келесі бізде төртінші тапсырма. Деген достар, төртінші тапсырмада бұл да өте бір күрделі есептердің бірі. Бұндай есептерді шығару барысында сіздерге қандай идея келу керек деген сұрақ. Сіздерге мынандай идея келу керек. Мынаның барлығын x минус 7-нің квадратына бөліп жібереміз деген. Енді қараңыздар, осындай моменттерде сіздерде сұрақ туындайды. Ағай, бұндай нәрселерді біз есеп шығару барысында қайдан білеміз? Типа не нәрсеге бөлу керектігі, не нәрсені қосу керек, не нәрсені азайту керектігін біз қайдан білеміз, не нәрсеге қараймыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл өте орынды сұрақ. Және бұл сұрақтың жауабы, достар, көбірек практика жасау болды. Именно осындай күрделі теңдеулермен көбірек практика жасау керек болды. Басқа оның сиқырлы таяқшасы жоқ. Мынаған қарап отырып бүйтесің, мынаған қарап отырып сөйтесің деп айта салатын нәрсе емес. Әр есепте әртүрлі, оның барлығы практика жасау арқылы сіздерге келеді, достар. Осы нәрсеге мұқият назар аударыңыздар. Окей? Все, енді қараңыздар, x минус 7-ге теңдіктің екі бетінде қазір бөліп жіберетін боламыз x минус 7-нің квадратына. Мында қараңыздар, x минус 7-нің квадраты бөлінген кезде өзара қысқарып кетеді да, бізде тек қана мынау қалады. Соны жазып қояйық. X квадрат азайтылған 32. Енді қосылады 49x квадрат. Жалпы достар, 49x квадрат дегенді мен 7x-тің квадраты деп жаза аламын ғой. 7-нің квадраты 49, x-тің квадраты x квадрат. Және менде мұнда x минус 7-нің квадраты тұр. Демек мен қалай жазсам болады бұны? Дәреженің қасиеті бойынша былай жазсам болады. 7x астында x минус 7. И осының квадраты деп мінекей. Тең болады екен бізде 0-ге. Енді достар, әрі қарай мен қазір мынаны және мынаны толық квадратқа келтіруім керек. Толық квадратқа келтіру деген сөз мына формула, достар. Екі өрнектің қосындысының квадраты. А квадрат қосылған 2ab қосылған b квадрат. Бізде қазір а квадраттың орнында x квадрат тұр, b квадраттың орнында мына 7x бөлінген x минус 7 тұр. Енді достар, бізге не нәрсе керек? Ортадағы 2ab керек. Яғни а дегеніміз бізде x болып тұр, ал b дегеніміз ол бізде мына 7x бөлінген x минус 7 болып тұр. Енді былай жасаймыз қазір, қараңыздар. X квадрат қосылған 2, яғни формуладағы 2 көбейтілген а дегеніміз x болып тұр дедік, b дегеніміз ол 7x және астында x минус 7. Енді қосамыз мына нәрсені. Мына бізде 7x астында x минус 7-нің квадраты. Енді достар, қараңыздар, мен мынаны аудан алып қосып тұрмын ғой. Демек, не істеймін? Қайтадан оны азайтып тастаймын, чтобы есептің құрамын өзгертпес үшін. Сонда бізде 2x көбейтілген 7x астында x минус 7. Азайтылған 32 бар, ондан ұмытып кетпейміз. Тең болады 0-ге. Енді достар, қараңыздар, мына нәрсе ол менен не істейді қазір? Толық квадратқа жинақталады. Сонда x қосылған 7x астында x минус 7. Осының квадраты. Азайтылған мынау нәрсе қалып қойды ғой. Бұны кәдімгідей жазып қоямыз. 2 мен 7-ні көбейтеміз 14, x пен x-ті көбейтеміз x квадрат. Астында x минус 7. Азайтылған 32. Тең болады 0-ге. Мына жерде ортақ бөлім x минус 7-тен бері жіберсек болады. Сонда бізде не қалады? x квадрат азайтылған 7x қосылған 7x ал астында x минус 7. И осының квадраты. Азайтылған 14x-тің квадраты астында x минус 7 азайтылған 32. Тең болады 0-ге. Достар, не нәрсе байқап тұрмыз? Минус 7x плюс 7x не істейді? Өзара бірін-бірін жойып жібереді. Сондықтан бұл жерде бүйтіп өсіп тастай салсақ болады. Демек, менде тек қана не қалады екен қазір? X квадрат қана қалады екен мұнда. Енді не нәрсе көріп тұрмыз? Так, мен қазір үстін маркермен басайын. Мына жерде x квадрат бөлінген x минус 7-нің квадратын көріп тұрмыз. Ал мына жерде x квадрат бөлінген x минус 7. Яғни не істеп тұр, достар? Бір өрнек, бір есепте бірнеше рет қайталанып тұр. Демек, мен мынандай замена жасап жіберсем болады. X квадрат x минус 7-ні аламын да t-ға теңестіре саламын. Сонда қараңыздар, мына жерде менде не нәрсе болады? Ол жерде менде t квадрат болады, азайтылған. Мен мынаның орнына t-ны әкеліп қоямын. Сонда 14t деген сөз. Азайтылған 32. Тең болады 0-ге. Енді бізге осы жерден t1 мен t2-нің мәндерін жазу керек. Ветпен, дискриминантпен таба бересіздер. Так, бізде ол 16 болады. t2-ні минус 2 депік. Тағы да қайталап айтамын, разница жоқ. t1-ді минус 2, t2-ні 16 деп ала берсеңіздер болады. Енді достар,
осыған теңестіріп алдық қой, енді мына жерге қайтадан әкеліп қоямыз. Сонда бізде x-тің квадраты бөлінген x азайтылған 7 тең болады 16-ға. Осы жерден x квадрат тең болады 16x азайтылған 16 мен 7-ні көбейтетін болсақ, бізде қанша болады? 102 болады ма? Енді осы квадрат теңдеуді бізге шешу керек. Так, мынаны былай өткізетін болсақ, яғни барлығын бір бетке жинақтайтын болсақ, мынау минус болып өтеді, мынау плюс болып өтеді, тең 0. Мен сразу жинақтай салдым. Енді достар, қараңыздар, мына жерден қазір бізден терістен шығып қалады түбірдің астынан. 16-ның квадратынан азайтамыз. 4 көбейтілген 102 десек, 256-дан 408 азайтылады да, түбірдің астына терістен болып қалады да, мына квадрат теңдеу шешілмейді. Яғни нақты сандар жиынында шешімі жоқ деп жауап береміз. Окей. Бірінші парт кетті. Енді екінші парт. X квадрат астында x азайтылған 7 тең болады минус 2-ге. Енді бізге осыны шығару керек қазір. Осы жерден x квадрат тең болады минус 2x қосылған 14. Барлығын бір бетке жинақтап жіберейік. Сонда бізде плюс 2x азайтылған 14 тең болады 0-ге. Енді бізге осы квадрат теңдеудің шешімін шығару керек. Енді қазір маған симайын деп тұр, мен бірден жауабын жазып қоя салайын. x1 және x2 ол бізде тең болады минус 1 плюс минус түбір астындағы 15. Яғни енді мына теңдеуді достар шығара аламыз деген ойдамын. Кәдімгі квадрат теңдеумен дискриминантпен шығарып берсеңіздер болады. Сонда сіздерде жауап минус 1 плюс минус руттың астындағы 15. Вот осындай қызықты бір жауап шығады екен достар. Яғни мына теңдеудің шешімі міне екі жауабы бар екен. Минус 1 плюс минус түбір асты 15. Осы төртінші есептің шешімі. Яғни достар, бұл жерде біз ең басты идея мынаны бөлуді тауып алсақ, және мына жерде толық квадратқа келтіруді көре алсақ, болды, уже сонымен есеп шығып тұр. Ары қарай уже чисто арифметикалар. Все, достар, осымен төртінші есеп тәмамдалды. Келесі бесінші тапсырма. Енді бесінші есепте достар, уже вообще басқаша нәрсе қолданамыз қазір. Яғни көріп отырған шығарсыздар, біз 5 есеп шарт қосқан дейді. 5 есепте, в принципе, 6 түрлі нәрсе сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Бірінші есепте 2 вариант көрсеттім, одан кейінгі есептер әрқайсысы әртүрлі жолмен шығарылады. Бұл жердегі мақсат сіздерге идея жіберу, миларыңызға идея беру. Вот сол үшін әртүрлі осындай әдіс тәсілдерді көрсетіп жатырмын. Есептің түрі де әртүрлі. Так что бір есепті көріп алып, екіншісін неге шығарамай жатырмын деген сұрақ болмасын. Өйткені әр есеп әртүрлі. Енді мен қазір мына жерде барлығын достар 5x-ке бөліп жіберсем болады. Или аспай тұрайық, былай жасайық. 3x-тің квадраты азайтылған x азайтылған 2 деп жазып алайын. Келесі жақшада, в принципе, соған ұқсайды ғой. Бірақ мына нәрсе кедергі болып тұр. Енді қазір мен былай жасайын. 3x квадрат, так, азайтылған x азайтылған 2 деймін да. Енді маған 23 болу керек қой мынаның ішінде. Ал мен минус x-ті жазып тұрмын. Демек не істеймін? Бұған 24x-ті қосам. Сол кезде минус x плюс 24 болады да, маған 23-ті қайтып шығарып бере салады. Тең болады 25x-тің квадраты. Енді аламында барлығын істеймін 25x квадратқа бөлем. Бірақ 25x квадратқа бөлген кезде мен 25-ті тұтастай емес, 5x-ті мынаған жіберем, 5x-ті мынаған жіберем. Мынаған 25x квадрат күйінде жазам. Вот. Так. Енді мына нәрсе, достар, дәл мына жерде тұр мұны. Көрдіңіздер ме? Бөлшектің қасиеті бойынша мынаны бөлек, мынаны былай бөлек жазып аламыз. Егер түсінбеймін десеңіздер, онда қазір жазып көрсете салайын. 3x квадрат азайтылған x азайтылған 2 астында 5x. Көбейтіледі. Мына жерде 3x квадрат азайтылған x азайтылған 2 бөлінген 5x. Және қосылған мұнда 24x бөлінген 5x. Тең болады 1-ге. Мына жерден x пен x қысқарып кетеді, достар. Давайте сразу өшіріп салайын. Және де бізде мына өрнек тағы да дәл мына жерде тұр. Демек не істей аламын? Айнымалы енгізіп жібере аламын. Сонда мен мынаны толығымен t деп алатын болсам, мұнда менде t, және жақшаның ішінде t қосылған 24 бөлінген 5 тең болады 1 дейтін теңдеуді алады екенбіз. Осы жерден жақшаны ашып жібереміз. t квадрат қосылған 24 бөлінген 5 көбейтілген t тең болады 1-ге. Барлығына ортақ бөлім беріп жіберейік. Сол кезде бізде 5t квадрат қосылған 24t азайтылған 5 деп мынаны сразу өткізіп жіберейін. Енді мына теңдеуді шығаратын болсақ, бұл жерде бізден t-дан 2 мән шығады. t1 ол бізде минус 5-ке тең болады.
Т2 ол бізде 5-тен 1 болады. Так, енді Т-ларды тауып алдық қой достар. Болды, уже есеп 70%-ға шығып тұр. Қалған 30% енді мынаған әкеліп қайттан теңестірген кезде шығады. Вот сонда давайте мен басқа түспен жасайын қазір. Бізде 3x-тің квадраты азайтылған x азайтылған 2 бөлінген 5x. Бұны аламыз да достар, қазір минус 5-ке теңестіреміз. Сөйтіп осы теңдеуді қазір 1 шығарамыз. Сонда шығаратын болсақ 3x квадрат азайтылған x азайтылған 2 тең болады. 5x-ті былай қарай көбейтумен өткіземіз, минус 25x. Оны сразу былай қарай өткізетін болса, ол қосу болып өтіп кетеді ғой. Сонда мінекей қосу 25x тең болады 0-ге. Минус x плюс 25 ол бізде нені береді? Плюс 24-ті береді. Сондықтан қазір мен бұны былай жасайын. Так. Мінекей. Болды. Енді мына кәдімгі квадрат теңдеуді бізге не істеу керек? Шара салу керек. Сонымен есеп істейді шығады. Сонда d бізде тең болады екен. 24-тің квадраты 576. Қосылған 4 көбейтілген 3 көбейтілген 2. Бұл бізде түбірдің астында. Бұдан бізде не шығады екен? 10 түбір асты 6. Яғни 600 жіктеген кезде 10 түбір асты 6. Осы жерден енді x1 және x2-ні қазір іздейтін боламыз. Бізде минус 24 плюс минус 10 рут 6 астында 6. Енді мына жерде достар, екеуінде де 2-ге бөлінетін көріп тұрмыз ғой. 24, 10, 6, яғни бөлшектің алымында да бөлімінде де 2 деген көбейткішке жасап алсақ болады. Сонда ол бізде мынандай түрге келеді. Минус, так, 2-ні шығарып жіберейік. Сонда бізде мұнда минус 12 плюс минус 5 рут 6 астында 6. 6 мен 2-ні қысқартамыз. Сонда мұнда 3 қалады. Енді соны бірден жазып қоя салайын. 2-ні алып тастайын. Мына жерге 3-ті жазамын. Так. Мінекей достар. Жақшасын алып тастайық қазір. Все. Бізде қазір 2 жауап шығып тұр. Оның біріншісі минус 12 плюс 5 рут 6 бөлінген 3 деген бір жауап, және минус 12 минус 5 рут 6 бөлінген 3 деген екінші жауап. Енді достар, әрі қарай біз не істейміз? Мына минус 5-тің орнына мына 5-тен бірді әкеп, екінші тының мәні үшін теңдеуді шығаратын боламыз. Мұнда бізде 3x-тің квадраты азайтылған x азайтылған 2 астында 5x тең болады 5-тен 1. Мына жерде, в принципе, 5 пен 5-ті қысқартып жіберсек болады. Мына x-ті былай қарай көбейтіп жібереміз. Сол кезде бізде 3x квадрат азайтылған x азайтылған 2 тең болады мұнда x. Бұл x-ті былай қарай сразу өткізіп алайық. Сонда ол бізде не болады? Азайтумен келеді, минус x минус x минус 2x-ті береді. Тең болады 0-ге. Енді осы теңдеуді бізге не істеу керек? Шығару керек. d тең болады 4 қосылған 4 көбейтілген 3 көбейтілген 2. Сонда бізде не болады? Так, 4 жерде үшін 12, 24, 28, 28 деген ол 2 рут 7. Енді әр қарай не істейміз? x1, x2-ні табамыз. Так, мына жерде 2 плюс минус 2 рут 7 бөлінген 6. Енді бұл жерде де дәл жаңағыдай мына 2, 2, 6 мен барлығы қысқарып кетеді дағыны 1 плюс минус рут 7 бөлінген 3 деген жауап шығады. Сонда біздің есепте 4 шешім бар екен достар. Мына жерде 2 тұр, мына жерде 2 тұр. Барлығы 4 шешім. Яғни бұл жерде достар біз не істедік? 5x 5x-ке бөліп жібердік, сол арқылы шығардық. Мына жерде параметрлі квадрат теңдеу арқылы да шығаруға болады. Бірақ енді оны айтсам, ол прям күрделі болып кетеді. Сол үшін бұл видеода оны айтпаймын, иә. Бірақ подсказка беріп кетейін, қараңыздар. Мынаны мен қандай да бір т деп алатын болсам, я болмаса, давайте а деп алайық, иә. Мынаны мен қандай да бір а деп алатын болсам, онда келесі мынаның іші ол менде не болады? Менде а плюс 24 болады. 24x болады, то есть тең болады 25x квадрат. Осы теңдеуді жалғастырасыздар, параметрлі теңдеу. Сол кезде сіздерде, то есть а параметрі үшін, то есть а айнымалысы үшін шығарып кетесіздер бұл жерде. Вот сол кезде сіздерде а1, а2 какой-то бір x-тармен шығады, сосын қайтадан мынаны сол x-тарға теңестіресіздер, ең соңында айналып осы жауаптарды аласыздар. Ол параметрлі квадрат теңдеу арқылы шығарылған жолы. Айтып отырмын, ол кішкене күрделі, мынау более-менее түсініктірек жолы. Если что, мынаны көптеген теңдеулерді қолдана аласыздар. Все, достар, осымен 5-ші есеп тәмамдалды. Келесі бізде 6-шы тапсырма. Деген достар, 6-шы тапсырмада біз бірінші мыналарды көбейткішке жіктей аламыз, иә. Өйткені мына жерден қазір 0-ге теңестіріп, просто 0-ге теңестіріп түбірлерін тауып алатын болсақ, мына бірінші жақшада тұрған нәрселерді.
Ол кезде бізде минус 3 және де 1 деген нақты сандар шығады, бүтін сандар шығады. Ал мына жерде 12 және де минус 4. Енді осыларды қазір біз жіктеп жіберейік. Жіктеп жіберетін болсақ, онда бізде x қосылған 3, келесінде x азайтылған 1, одан кейін x азайтылған 12 және x қосылған 4. Тең болады бізде 21 x-тің квадратына деген осындай бір теңдеуді алады екенбіз. Әрі қарай не істейміз? Әрі қарай енді қараңыздар, осының алдындағы есептерде бізде мына жерде тек қана сан болған еді. Есіңізде болса 336 деген беді, сондай бір есепті мен сізге шығарып көрсеткенмін. Дәл осы видеода осының алдындағы есептерде. Ал енді бізде бұл жерде не тұр? 21 x-тің квадраты. Мына жерде тағы да бірден көбейтіліп тұр. Осындай жағдайда енді біз былай ойланамыз. Сәл басқаша. Мына жерде 4 санды көріп тұрсыздар ғой. Соның қандай да бір екеуін көбейткен кезде ол қалған екеуінің көбейтіндісін беретіндей болу керек. Вот, осылай ойланасыздар. Ал алдыңғы есептерде қосындысына қараған едік. Так, мына жерде біз қосындысына қарадық. Мысалға мына жерде минус 3-ке 1-ді қоссам, минус 4-ке 2-ні қоссам, 2 қосылғышында минус 2, минус 2 шығатын. Ал енді мына есепте мен уже көбейтіндіге қараймын. Мысалға мен мына жерде қазір минус 1 мен минус 12-ні көбейтсем, плюс 12 шығады. Плюс 3 пен плюс 4-ті көбейтсем, плюс 12 шығады. Демек, осы жақшыларды өзара көбейтіп ашып алады екенбіз. Сонда x квадрат қосылған 7x қосылған 12. Келесі жақшада x квадрат азайтылған 13x қосылған 12. Тең болады бізде 21 x-тің квадратына. Яғни мен істедім, міне дәл бағана логика бойынша сәйкес жақшаларды ашып алдым. Әрі қарай не істейміз? Әрі қарай біз енді бұлардың барлығын x квадратқа бөлеміз. Бірақ, достар, біз x квадратты тұтастай емес, әрқайсысына жеке-жеке. Мынаны x-қа, мынаны да x-қа бөліп тастайық. Түсінікті, көбейтілген кезде расында да x квадрат беріп тұр бізге. Типа, мысалы, бағана біз мына есепте 5x-ке бөліп тастап едік қой. Ал мына жерде уже 5x емес, бұл жерде просто x-ке. Мына жерде де негізі x-ке бөліп шығара берсеңіздер болады, без проблем. Бірақ ол жерде сәл ұзақта болып кетеді. Ал мына жерде 21 деген ешқайсының квадраты емес, сондықтан просто x квадрат. Және x квадратта екі бөлшекке жеке-жеке бөліп жібересіздер. Вот сонда енді қараңыздар, мына жерде әрбір қосындыны жеке-жеке осы x-ке бөліп шығамыз. Сонда бізде мына жерде x қалады, қосылған 7 қалады, қосылған 12 бөлінген x қалады. Ал келесісінде x азайтылған 13 қосылған 12 бөлінген x. Тең болады бізде 21. Нені байқап тұрмыз? Мына жерде x қосылған 12 бөлінген x бар, мұнда да тура сол нәрсе бар. Демек, x қосылған 12 бөлінген x-ті аламыз да қандай да бір t дейтін айнымалыға теңестіреміз. Сол кезде бізде мынандай өрнек шығады екен. t қосылған 7, келесі жақшада t азайтылған 13. Тең болады 21. Осы жерден t квадрат азайтылған 6t, так, азайтылған бізде қанша болады? 91. Тең болады бізде 21. 21-ді сразу келесі бетке қарай қосу амалымен өткізіп жіберетін болсақ, азайту амалымен өткізіп жіберетін болсақ, 21 91-ден келіп азайтылып кетеді. Сол кезде бізде 100 қанша болады? 122, 112 болады. Тең болады 0-ге. Яғни бізде не болды қазір? Осындай бір квадрат теңдеу шықты. Болды, әрі қарай енді бізге осыны шешу керек. Сол кезде бізде t-ның мәндері t1 ол бізде минус 8, t2 ол бізде 14 болады. Так, вот, осындай екі түбірді шығарып алдық. Әрі қарай не істейміз? Енді мынаның орнына әкеліп қоямыз, әрқайсысын жеке-жеке, сонымен есеп шыға салады. Мына x қосылған 12 бөлінген x бізде тең болады екен, бірінші минус 8 деп алайық. Енді x квадрат қосылған 8x қосылған 12 тең болады 0-ге. Осындай бір теңдеуді құрастырып алдық. Яғни не істедім? Ортақ бөліп бердім. Енді оны білеміз деген ойдамын. Осы жерден әрі қарай жауапты шығаратын болсақ, бізде 64 азайтылған 48. 64-тен 48 азайтатын болсақ, бізде 16. Так, мына жерде ветпен келетін секілді. Давайте онда ветпен сразу табайық. Бізде минус 6 және минус 12 келеді. x1 минус 6 болсын, x2 ол бізде минус 2 болсын. Пока осындай екі шешім шығарып тұрмыз. Әлі бізде мына 14 бар. Осыған да әкеп теңестіруіміз керек. Мұнда x қосылған 12 бөлінген x тең болады 14-ке.
осы жерден ортақ бөлім беріп жібереміз. X квадрат азайтылған 14x қосылған 12 тең болады 0-ге. Енді мына жерде бізге уже дискриминантпен шығару керек. 196 азайтылған 48. 196-тан 48 азайтамыз. Түбір астындағы 148. Түбір асты 148 дегеніміз ол бізде 2 түбір асты 37. Есілше мен Қызылорда облысы Шиелі ауданы Гигант деген ауылда 148-ші Қазақ орта мектепте оқығам. 148 деген есіме түсіп. Ладно. Так, енді әрі қарай x1, x2-ні таба салу керек болды, достар. x1, x2-ні табатын болсақ, ол бізде не болады? 7 плюс минус 2 рут 37. Ну, енді әрі қарай, достар, оны білесіздер деген ойдамын. Біз бағанадан бері оны жазып жатырмыз. Енді квадрат теңдеуді шығара алатын шығармыз, иә. Сондықтан мына жерге сыймайтын болғандықтан мен бірден жауабын жазып кеттім. Сонда есептің 4 шешімі бар екен. Мына жерде 2 шешім тұр, мына жерде 2 шешімі тұр. Осымен 6-шы есеп тәмамдалды, достар. Келесі бізде 7-ші тапсырма. Деген достар, 7-ші есепте бұл өте ұзақ шығады. Егер осыған дейін прям шаршаған болсаңыз, онда міндетті түрде су ішіп алыңыз. Әйтпесе мына есеп уже ауыр болып кетеді сіздерге, өйткені бұл жерде біз қазір өте ұзақ жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы бұндай есептерде қалай шығарылады? ОБТ-да дәл мынандай 4 дәрежемен келмейді, максимум 3-ке дейін ғана келген осы уақытқа дейін. 4 дәреже келмеді ме білмеймін, бірақ өзім жеке кездестірмедім. Мына 3-ке дейінгілерін көргем. Бірақ андай b квадрат теңдеу, айнымалы енгізіп шығара салатын теңдеу, онымен шатастырып алмаңыздар. Бұл жерде мына есеп ондайға мүлде келмейді. Бұл бізде шығарылады Безу теоремасымен, не болмаса Горнер схемасымен. Енді мен Безу теоремасымен шығарғанда құптаймын. Горнер схемасы маған ыңғайсыз. Ну, ол сіздерге де ыңғайсыз болуы мүмкін. Ол жерде просто жаттайтын, түсінетін нәрселер көп және шатасатын жерлері көп. Ал Безу теоремасында өте оңай. Сонымен бастайық. Безу теоремасы бойынша біз қалай шығарамыз? Мына жерге мен бірінші қадам деп дөңгелектеп қояйын. Мынау бірінші қадам. Ең бірінші мен ең соңында тұрған бос мүшені, мынау x-дің 4 дәрежесі ең үлкен дәреже ғой, осының алдындағы коэффициентке бөлемін. Сонда минус 6-ны 2-ке бөліп жіберемін. Менде шығады минус 30. Енді осы минус 30-дың жанына бөлгіштерін жазып шығамын. Қандай бөлгіштері бар? Минус 30-ды плюс минус 1 бөледі, қалдықсыз. Плюс минус 2 бөледі, қалдықсыз. Плюс минус 3, плюс минус 5, плюс минус 6 деген секілді тағысын тағы өте көп шешімдері бар. Біздің жауабымыз осы сандар жиынының ішінде жатыр деген сөз. Енді қараңыздар. Мен қазір былай жасаймын. Мына жерден плюс 1-ді аламын да x-тің орнына қойып тексеріп көремін. 0 мен 0 болып теңеседі ма? Егер теңессе, соны ұстап қаламын. Сосын ары қарай айтамын не істеу керектігін. Ал егер теңеспей қалса, онда минус 1-ді қойып тексеріп көреміз. Окей? Енді 1-ді қояйық орындарына. Мұнда 1-ді қоясыздар, мұнда 1-ді, мұнда 1-ді, мұнда 1-ді қойып шығарамыз. Сол кезде бізде 2 қосылған 1 3 болады. 3-тен 35 азайтамыз, минус 32 болады. Минус 32, минус 88, минус 60 десек, онда ол не істейді? Минус 100 бірдеңе болып кетеді тағыны, бізге 0-ге теңеспей қалады. Демек, плюс 1 ол бізге керек емес деген сөз. Енді минус 1-ді қойып тексеріп көреміз. Сонда бізде мына жерде 2 болады, мына жерде минус 1 болады, мына жерде минус 35 болады, мына жерде плюс 88 болады, и мына жерде 60. Енді бізге осыны қазір есептеп көру керек. Бұл да бізге 0-ге теңеспейді. Демек, біз плюс 1-ді де, минус 1-ді де алмаймыз деген сөз. Енді плюс 2-ні тексеріп көреміз. Түсінікті логикасы, плюс 2-ні тексеріп көретін болсақ, мұнда 2 көбейтілген 16. Яғни бізде не болады? 32 болады. Мұнда қосамыз, мына жерде 8 азайтамыз, 35 көбейтілген 4 болады. Азайтылған 88 көбейтілген 2 азайтылған 60. Енді осыны есептеп көреміз. Так, бұл да бізде 0-ге теңеспейді, достар. Демек, бұны да біз қабылдамаймыз әзір. Енді минус 2-ні қойып тексеріп көреміз. Минус 2-ні қоятын болсақ, мына жерде бізде 32 болады, мына жерде минус 2 болады, мына жерде 35, так, көбейтілген 2, 2 емес, кешірім сұраймын, 4, азайтылған емес, қосылған 88 көбейту 2, азайтылған 60. Енді бізге осыны есептеп көру керек. Так, стоп, менде мына жерде, достар, минус 8 болу керек. Жаңа шықтасып жазып жібердім осылай. Так, енді осыны, достар, бізде есептейтін болсақ, онда бізде 0 тең болады, 0 болып теңеседі екен. Наконец-то осыны ұстап қаламыз. Енді, достар, қараңыздар. Бізде x тең болады минус 2 деген бір шешімі. Дұрыс па? Енді біз мына минус 2-ні қараңыздар, мына. Екінші қадамда мен осыны жаздым. Енді мына минус 2-ні былай қарай өткізіп аламын. Сонда ол менде не болады? X плюс 2 тең болады 0.
Енді достар қараңыздар, үшінші қадам ең күрделісі. Мына үлкен өрнекті баған түрінде мынаған бөліп жібереміз. Мына қараңыздар, 2х-тің 4 дәрежесі қосылған х-тің кубы азайтылған 35, х квадрат азайтылған 88, х азайтылған 60 баған түрінде бөлінеді х плюс 2-ге. Енді осы жерден әрі қарай не істейміз? Біздің мақсатымыз мынадан құтылу. Бізде не нәрсе бар? Х бар. Демек, қандай өрнекке көбейтуім керек, чтобы азайтқан кезде мынадан жойылып кету үшін? Кәдімгі чисто баған түрінде бөлудің алгоритмдерін қолданасыздар. Демек, мен бұны 2х-тің кубына көбейтпеймін ба? Сол кезде 2х-тің кубымен х көбейтіледі да, менде мына жерде 2х-тің 4 дәрежесі шықпай ма? 2х-тің кубымен мына 2-ні көбейтіп жібереміз. Ол жерде бізде 4х-тің кубы болады. Енді осыны аламыз да достар, бүйтіп бір-бірінен азайтып жібереміз. Сол кезде бізде мына екеуі жойылды, көрдіңіздер ме? Мен ол екеуін жойып тастадым. Ал х-тің кубы азайтылған 4х-тің кубы деген жерде менен минус 3х-тің кубы қалады. Енді қасына мына 35х квадрат дегенді жазып қояйын. Ендігі мақсат мынадан құтылу достар. Осылай жай түсіп отырасыздар. Сонда мен бұны көбейтеді екенмін минус 3х-тің квадратына. Сонда минус 3х-тің квадратын х-ке көбейтетін болса, минус 3х-тің кубы пайда болады. Мына жерде минус 6х-тің квадраты. Әдеттегідей азайтып жібереміз достар. Сол кезде бізде мына екеуі жойылып кетеді. Минус 35х квадраттан мен азайтамын минус 6х квадратта. Сол кезде менде минус 29х-тің квадраты қалады. Енді әрі қарай мынадан құтылу керек. Ол үшін мен не істеймін? Әрине мынаны минус 29х-ке көбейтемін. Сонда, так, мына қалғандарын жанына қазір түсіріп жазып қоя салайын. Мына былайынан. 60-ты жазсақ та болады, жазбай қойсақ та болады. Давайте 60 салайын, шатастырмас үшін. Вот, мына екеуіне көбейтетін болсақ, онда бізде минус 29х-тің квадраты азайтылған 58х болады. И тағы да азайтып тастаймыз. Сол кезде бізде мұнда минус 30х болады достар. Мінекей. Минус 30х-ті ұстап алғаннан кейін енді ойланамыз мына жерде. Нешеге көбейтеміз деп? Әрине, уже түсінікті, минус 30-ға көбейтіп жібереміз. Сол кезде бізде минус 30х минус 60. Бөлеміз мұны. Все, достар. Енді біз не істедік? Мына теңдеуді қажетсіз етіп тастадық. Мынау уже бізге керек емес. Бізге керегі міне мынау. Мына баған түрінде бөлуді міндетті түрде асықпай қайталап көріңіздер, достар. Өйткені бұл өте маңызды. Ертең осы жерде интегралда да алдарыңыздан шығады. Мынандай есептер интегралда міндетті түрде келеді. Соңғы жылдар тіпті көп келіп жатыр. Сол үшін бұндай үлкен бөлшекті, үлкен өрнекті баған түрінде бөлуді үйреніңіздер. Бұны сіздер шатаспасам 10-шы, 11-шы сыныптардың екеуінің біреуінде өтесіздер. Көп мүшені көп мүшеге бөлу деген тақырып алгебрада осы қарастырылады. Вот біз қазір сол тақырыпқа сүйеніп мынаны бөліп тастадық. Енді қараңыздар. Бізде мына теңдеу қалды. Енді біз осыны шығаруымыз керек әрі қарай. Окей? Енді мен қазір мына жерден керек емес артады өшірейін. Так, кеттік енді 4-ші қадам. Енді достар, мен строго мынаны шығарамын қазір. Дәл осы секілді тура осы теңдеуді шығарамыз. Сонда шығаратын болсақ, 2х-тің кубы азайтылған 3х-тің квадраты азайтылған 29, х азайтылған 30 тең болады 0-ге. Так, енді мына жерден біз қайтадан 5-ші қадам деп қояйын, достар. Дәл мына бірінші қадам негізі уже қайталанып жатыр бізде. Мына минус 30-ды аласыздар дағыны, осының қасына бөлгіштерін жазып шығасыздар. Плюс минус 1, плюс минус 2, плюс минус 3 и так далее, осылай. Енді достар қараңыздар. Осылай жазып алғаннан кейін, дәл бағанағыдай, мына 1-ді алып, орнына қойып тексеріп көресіздер. Минус 1-ді қойып, орнына қойып тексеріп көресіздер. Қайсысынан 0 тең 0 болып шығады, соны ұстап қаласыздар. Енді мен қазір оны қайталап жаза бермей қойын. Бұл жерде сіздерде x тең мына 2-ні қойған кезде, то есть минус 2-ні қойған кезімізде қайтадан 0 тең 0 болып теңеседі. Бірақ қате түсініп қалмаңыздар. Мына жерде минус 2 шықты екен деп, қайтадан мынаны да дәл сол минус 2 қанағаттандырады деп ойлап қалмаңыздар. Ондай нәрсе емес, достар. Хорошо? Бұл жерде просто случайно болып қалды. Яғни минус 2 мынадан да шығып тұр, и минус 2 ол мына теңдеуден де шығып тұрды. Вот сол үшін біз минус 2-ні қайтадан естейміз, қолдана аламыз. Бірақ ол қатып қалған қағида емес, ереже ретінде түсініп қалмаңыздар. Минус 2 мында да болады, минус 2 мында да қоюға болады деген сөз емес, достар, шатаспаймыз. Окей, енді не істейміз ары қарай? Мынаны былай қарай өткіземіз. Сонда бізде x плюс 2 болады. Осы x плюс 2-ні аламыз да,
мынаны не істейміз? Бөліп жібереміз осы x плюс 2-мен. Сонда 6-шы қадам деп мында жазайық. Қайтадан баған түрінде 2x-тің кубы азайтылған 3x-тің квадраты азайтылған 29x азайтылған 30 бөлінеді x қосылған 2-ге. Так, енді мына жерде әдеттегідей 2x-тан көбейтіп жібереміз. Сол кезде бізде то есть 2x-тің квадраты болу керек. Себебі мында x бар, мында x квадрат болса, бізге x-тің кубын береді. Вот, енді 2x-тің кубы қосылған 4x-тің квадраты азайтылады. Сол кезде өзара мына екеуі жойылып кетеді бізден. Минус 3x квадраттан минус 4x квадрат шегеріліп кетті. Сол кезде бізде минус 7x-тің квадраты азайтылған 29x деп мынаны жазып қояйық. Енді әрі қарай мынаны минус 7x-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде минус 7x-тің квадраты азайтылған 14x. Так, өзара азайтылады. Сол кезде бізде мына жерден минус 15x азайтылған 30 деген теңдеуді шығарып аламыз. Енді аламыз да бұл жерде барлығын минус 15-ке көбейте саламыз. Сол кезде минус 15x минус 30 азайтылады 0. Все. Енді достар, бізде мына теңдеу қалды. Біз қазір осыны шығара салуымыз керек. Енді бұл өте оңай, кәдімгі квадрат теңдеу. Қазір мен оның астына басқа түспен жазып қоя салайын. 2x квадрат азайтылған 7x азайтылған 15 тең болады 0-ге. Енді бізге осы теңдеуді шығару керек. Бұл жерде әрине дискриминантты квадрат теңдеуді шешу үшін қолдансақ болады. Мен қазір бірден жауаптарын жазып қоя салайын, x1, x2 деп. Бізде оның бір жауабы 5 болып шығады. Екінші жауабы минус 2-ден 3 болып шығады. Так, енді достар қараңыздар. Мынау ол бір шешімі ғой. Және бізде минус 2 деген тағы да бір шешім бар. То есть сонда достар қараңыздар. Бағанадан бері біздің жазған заттарымыздың барлығы соңында мындай бір затқа келді. Так, мен мына жерлерді қазір өшіремін. Так, оп, былай өшіріп тастай салайық мына аяқтарды. Мына достар біз 6 қадаммен, 6 емес, 7 қадаммен шығарып тұрмыз ғой теңдеуді. Достар қараңыздар, бізде қандай жауаптар шықты? x1, x2 тең 2 деген бір шешім шықты. x3 тең болады 5-ке деген бір шешім шықты. x4 тең болады минус 3 бөлінген 2 деген бір шешім шықты. Енді бізге осыларды көбейткішке жіктеп көрсететін болсақ, мүмкін сіздерге түсінікті болады шығар. x минус 2, так, кешірім сұрайын, мына жерде бізде минус 2 шешім. x плюс 2, қайтадан x плюс 2, и потом x минус 5, и потом x плюс 3 бөлінген 2 тең болады 0. Біздің мына теңдеуіміз бар емес па, достар? Ақыр аяғында мынандай түрге келді осында. Түсінікті ма? Яғни бізде жаңағы минус 2-нің 2 рет шығуы, ол мына жерде тұр, достар. Қайталап тағы да айтамын, достар. Андай қате түсініп қалмаңыздар. Мына жерде минус 2 шықты екен деп, оны қайтадан мына жерге қоюдың қажеті жоқ, типа ереже ретінде ше. Мына жерде бізде исключение болып тұр. Расында да тексерген кезімізде мына теңдеуді де минус 2 қанағаттандырады екен. Окей, тогда нормально дейміз дағына. Қайтадан минус 2-ні жауап ретінде алып кете береміз. Қорытындылай келе жауапты айтатын болсақ, бізде x-тің мәні минус 2, x-тің мәні 5, x-тің мәні минус 3 бөлінген 2. Міне, біздің жауаптарымыз осы болады екен, құрметті достар. 1, 2, 3. Мына жерде қазақша қос түбір дей ма, ағылшынша double root деп айтады негізі. Вот сондай жер мына жер. Все, достар, осымен 7-ші есеп тәмамдалды. Надеюсь, түсіндіре алдым. Бұл жерде баған түрінде бөлуді білсеңіздер, және бөлгіштерді білсеңіздер, в принципе, қатты бір күрделі емес, просто бір әрекетті бірнеше рет жасағандықтан қиын болып көрінуі мүмкін. Атап бойынша қатты бір шошайтындай дүние емес. Осымен 7-ші есеп тәмам, достар. Келесі бізде 8-ші тапсырма. Деген достар, 8-ші тапсырма ол осы видеодағы ең оңай тапсырма, ең оңай есеп осы. Енді бұны қалай шығарады? Бұл енді расында да бір көрсеткіштік теңдеулердің бір бұдан сәл жоғары, бірақ с-ға жетпейтін деңгейі ғой мынау. Бұны қалай шығарады, достар, қараңыздар. Мен мынау 49, 14, 4 дегендерді көріп тұрмын. Демек, қазір былай жазып алсам болады. 49 дегенді мен 7-нің квадраты деп жаза аламын, сонда 7 көбейтілген 7-нің квадраты x. Осылай жазсақ болады, қате емес. Қосамыз, мына жерде 5 көбейтілген 14 дегенді мен 2-нің x дәрежесі көбейтілген 7-нің x дәрежесі деп жаза аламын. Тең болады 2 көбейтілген 2-нің квадраты x деп жазсақ қате емес. Енді біз нені байқап тұрмыз? Міне, өрнектер қайталанып жатыр. Демек, мен былай есепті жеңілдетсем болады. 7-нің x дәрежесін a-ға теңестіріп алайын, 2-нің x дәрежесін b-ға теңестіріп алайын.
Получается менде 7а квадрат қосылады 5аб тең болады 2-ның 2 көбейтілген b квадрат. Осылай жазып алсақ болады. Және мынандай теңдеулерді homogeneous equations деп айтады, яғни бір текті теңдеулер. Орысша однородный, иә? Вот, мынау сондай теңдеу. Если что, дәл осыған ұқсайтын теңдеуді мен екінші есептем, осы видеоның екінші есебінде, екінші тапсырмада айтқан болатын, қалай шығару керектігін. Бұл жерде біз либо а квадратқа, либо b квадратқа бөліп жіберсек болады. Ну, давайте мен қазір барлығын b квадратқа бөле салайын. Сонда 7 мына жерде а бөлінген b, жақшаның сыртында квадрат дәреженің қасиеті бойынша, және 5 көбейтіледі. Мұнда бізде а бөлінген b болады, яғни b мен b квадрат қысқарып, бөлшектің бөлімде бір ғана v, яғни b қалып қояды. Мынаны былайынан өткізіп жібере салайын, иә достар, бірденен. Азайтылған 2 тең болады 0-ге. Өйткені b квадратқа бөлсем, бізде не болады екен достар? 1 болып қалады екен. Енді а бөлінген b-ны мен қандай да бір т дейтін айнымалыға теңестірейін. Болды, сонымен уже есеп почти что шығады. 7-ның квадраты 7t квадрат қосылған 5t азайтылған 2 тең болады 0-ге. Так, мынаны минус 14 деп алатын болсақ, бізде минус 7 және де 2. Яғни t1 мен t2-ні тауып алдық достар. t1 ол бізде минус 7. Ой, кешірім сұраймын. Так, минус 7-ні 7-ге бөліп жібереміз, минус 1. Одан кейін t2-ні табатын болсақ, ол бізде 7-тен 2. t1 мен t2-ні таптым. Енді оны тауып алғаннан кейін есемін мына жерге әкеліп қоя салам, болды. Сонымен есеп шыға салады достар. Енді а мен b-ның орнына сразу мәндерін әкеліп қояйық. 7-ның x дәрежесі бөлінген 2-ның x дәрежесі тең болады минус 1. Енді достар қараңыздар. Мен қазір мынаны қарастырып көрсететін болсам, яғни 7 бөлінген 2. Екеуі де менде не? Оң сандар. Екеуі де оң сандар. Мына жағында бізде оң сан тұр, оны тең теріс сан деп тұр. Достар қараңдаршы, оң санның любой дәрежесі ол бізге оң санды береді, сондықтан мына жағында оң сан тұр, мына жақта теріс сан. Оң сан мен теріс сан бір-біріне тең бола алады ма? Әрине жоқ. Демек, бұл теңдеу не істемейді, әрі қарай жалғаспайды. Нақты сандар жиынында шешімі жоқ деп жауап береді екенбіз. Ал енді келесі. Давайте мен 7-ның x дәрежесі бөлінген 2-ның x дәрежесі дегенде дәреженің қасиеті бойынша былайынан жазып қойсаңшы бірденен. Тең болады бұл мына жердегі 7-тен 2-ге. Мына жерде оң сан, мына жерде оң сан. Демек, бұл әрі қарай жалғасады деген сөз. Енді қараңыздар. Мынау 7-тен 2 дегенде мен дәреженің қасиеті бойынша былай жазсам болады. 2-ден 7 деп орындарын ауыстырдым екеуінің. Орнын ауыстыруым себебінен дәрежесіне минус 1 деп жазуымыз керек. Бұл 7-ші сыныптағы дәреженің қасиеті. Енді екеуінің негіздері мінекей бірдей болды. Демек, тек қана дәреже көрсеткіштерін теңестіре саламыз. Сонда x тең болады минус 1. Болды достар, есептің шешімі шықты. Бұл есептің жауабы минус 1 болады екен. Осымен 8-ші тапсырма достар аяқталды. Келесі бізде 9-шы есеп. Енді достар, 9-шы тапсырма бұл көрсеткіштік теңдеулердің ең күрделі форматы. Бұндай есептер соңғы 2024-2025 жылдар келді. 2024-те қатты күрделі болған жоқ, 2025-те прям қатты күрделі болды. Тіпті бұның теңсіздігі де келді. Яғни мына жерде былай бірден үлкен, бірден кіші деген секілді таңбалар тұрды. Енді мен алдағы уақытта мүмкіндік болып жатса, міндетті түрде осы теңсіздіктерге қатысты сабақ шығарам. Именно осы көрсеткіштік күрделі теңсіздіктерге қатысты. Оны мен өзімнің Instagram парақшамда хабарлайтын боламын. Мүмкін арнаулы бір доступпен ғана шығара салу мүмкін, я болмаса общий шығару мүмкін, оны алдағы уақытта көре жатамыз. Бірақ сол хабарламадан қалып қалмас үшін міндетті түрде менің инста парақшама тіркеліп қойыңыздар. Окей? Так, енді достар қараңыздар. Мына жерде біз қазір бірнеше негізгі алгебралық шарттарды қарастыра отырып мына теңдеуді шығарамыз. Бірінші, біз білеміз, бірдің кез келген дәрежесі ол бірге тең. Тура осы шартты мына теңдеуде қолданамыз. Сонда менде мына жерде 1 тұрса, оның любой дәрежесі бірге тең бола береді. Бірдің миллион дәрежесі де, бірдің 0 дәрежесі де, бірдің минус 3 дәрежесі де ол бірді береді. Мен сондықтан мен қазір мына x квадрат азайтылған 7x қосылған 11-ді бірге теңестірем. Бірді былай қарай өткізіп жіберетін болсақ, бізде мына жерде 10 тең болады 0-ге. Осы жерден бізден 2 шешім шығады. x1 ол бізде 2-ге тең болсын, x2 ол бізде 5-ге тең. Пока біз 2 түбірін ғана таптық. Енді келесі екінші жағдай. Мына жерде 0-ден басқа кез келген сан бола берсін. Оның 0 дәрежесі не істейді? 1-ді береді. Дұрыс па? Яғни 0-ге тең емес кез келген сан. Қайталап айтамын, 0-ге тең емес кез келген сан. Соның 0 дәрежесі 1-ді береді.
Мысалы, 3-тің 0 дәрежесі десек те 1 болады, минус 100-дің 0 дәрежесі десек те ол 1 болады. Сондықтан мен не істеймін? Мынаны 0-ге тең емес деп жазып қоямын біріншіден. Өйткені 0-дің 0 дәрежесі ол анықталмағандық, достар. Міне сондықтан мен мына жерден x квадрат минус 7x плюс 11 тең болмау керек 0-ге деп жазып қоямын. Және астына x квадрат азайтылған 13x қосылған 42 тең болады 0-ге. Енді достар, әрі қарай не істейміз? Әрі қарай біз қазір мынаның түбірлерін табамыз, иә? Бұның түбірлерін табатын болсақ, x1 ол бізде 6-ға тең, x2 ол бізде 7-ге тең. 6 мен 7. Енді осы 6 мен 7-ні мына x-дің орнына қойып тексеріп көріңіздер. Бізге 0-ді бермеу керек бұл жерде. Түсінікті ғой, 0 болып қалса ол уже жарамай қалады. Мысалы ғана 6-ны қойсақ, просто пример ретінде айтып отырмын. Бізде егер 0 болып қалатын болса, онда біз 6-ны жауапқа алмаймыз. Окей? Бірақ енді бізде 6-да 7-де мына жерге қойылатын болса, ол мына теңдеуді 0 қылмайды. Так что 6-ны да 7-ні де жауап ретінде аламыз. Пока бізде 4 жауап жоқ тұр. 2, 5, 6, 7. Енді қараңыздар. Үшінші жағдаят. Минус 1-дің жұп дәрежелері. Минус 1-дің квадраты, минус 1-дің 4 дәрежесі, иә? Минус 1-дің 14 дәрежесі дейтін болсақ мысалға. Оның барлығы не істейді? Плюс 1-ді шығарып береді. Получается, мен мынаны қазір минус 1-ге теңестіріп көремін. Я соны жазайын бірінші. X квадрат азайтылған 7x қосылған 11 тең болады минус 1. Бұлай қарай өткізетін болса, ол плюс 1 болады. Сондықтан мына жерде 12 тең болады 0-ге. Енді бізге осы теңдеуді шығару керек. Бұл жерден бізден x-тан x1 3-ке тең, x2 4-ке тең деген тағы да бір екі шешім шығарып аламыз. Енді аспаңыздар. Бізде мына жерде жұптығын тексеруіміз керек. Тура осы 3-ті аламыздағыны мынаның орнына қойып тексеріп көреміз. Жұпсан шыға ма, әлде тақсан шыға ма? Сонда бірден мынаның орнына қоя салайық. Сонда 3-тің квадраты азайтылған 13 көбейтілген 3 қосылған 42 десек, бізден 12 шығады. Қандай сан? Жұпсан. Демек жауап бола алады. Мынау жауап бола алады. Енді келесі 4-ті қойып тексеріп көреміз қазір. 4-ті қоятын болсақ 16 азайтылған. Бізде мына жерде 13 көбейтілген 4 қосылған 42. Так, 13-ке 4-ті көбейтіп аламыз. 16-ға 42 қосылады. Жалпы бізден шығады екен оң сан. Так, оң сан деппін ғой. Жұп сан. Яғни бізден 6 шығады. 16-ға 42 қосамыз. 58, 58-ден азайтамыз 52-ні. Бізден 6, яғни жұп сан шығып тұр. Демек, бұл да жауап болады. Сонда достар, қараңыздар. Қорыта айтқанда есептің жауабы. Бізде ең кішісінен бастап жазайық, давайте. 2, 3, 4, 5, 6, так, 5 деген бар ма еді? Я, 5 бар, 7. 6 жауап шықты, достар. Көрдіңіздер ме? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осы 3 жағдаятпен ескеріп отыруларыңыз керек. Егер мына жерде 1 болса, мына жерде x болатын да жағдай бар, оны осыдан кейін көрсететін боламын. Жалпы мына жерде мына 3 жағдаятты қарастырдым. 1-дің n дәрежесі, яғни 1-дің кез келген дәрежесі 1-ді береді. Және сонымен қатар 0 емес, басқа кез келген санның 0 дәрежесі ол да 1-ді береді. Және үшінші жағдайда минус 1-дің жұп дәрежесі болатын болса, онда ол да 1-ді береді. Бірақ мынау өте тонкий момент, осыны көбісі шатастырады, тіпті кейбіреулер ұмытып та кетеді. Бұл жерде достар, мынаны минус 1-ге теңестіріп аламыз, міне мына нәрсені. Дәл сол жерден шыққан түбірлерді мынаған қойып тексеріп көріңіздер, ұмытпай. Егер де тақсан болып қалатын болса, мысалға айталық, там бізден 8 деген сан шықты делік. Просто пример ретінде айтып отырмын. Мында әкеп қойдық, бізде мысалы 90 шығып қалды. Онда ол жауап болмайтын еді. Түсінікті ғой? Вот. Соңғы әрі нақты жауаптар бізде осылай екен. Енді келесі бізде 10-шы тапсырма. Деген достар, 10-шы тапсырмада теңдеуді шешіңіз дейді, осындай теңдеу беріп қойған. Алдыңғы теңдеудің айырмашылығы мына жерде уже бір емес, какой-то бір айнымалы тұр. Енді бұндай жағдайда ең бірінші өздеріңіз білетін, мына x квадрат минус 6x плюс 9-ды мынаның дәрежесімен бүйтіп теңестіре салатын едіңіздер, естеріңізде ма? Негіздер бірдей болатын болса. Тура соған әкеп бірінші қадамда соны теңестіріп шығарсаңыздар болады. Сонда x квадрат азайтылған 6x қосылған 9 тең болады 1-ге. 1-ді былай өткізіп аламыз. Сонда бізде x квадрат азайтылған 6x қосылған 8 тең болады 0-ге. Осы жерден x-тің мәні 4 және де x1 деп қояйық. Так, x2 ол бізде 2. 4 пен 2. 2 шешім шықты. Енді келесі екінші жағдаятта достар, біз екі бетіне де логарифм x негізінде деп жалғап жібереміз. Ондай да метод бар. Яғни қалай? Екі бетіне де. Мысалға, бір теңдеуді қарастырайықшы, x квадрат тең 25 деген. Қалай шығарасыздар? Екі бетіне түбір қоясыздар. Тура сол түбір секілді екі бетіне де логарифм қою дейтін амал бар.
Енді оның негізін мен x деп аламын. Сонда қараңыздар, логарифм x негізінде деймін дағыны. Ішіне мына есептің шартында тұрған өзін жазып қоямын. Мына x дәрежесінде x квадрат азайтылған 6x қосылған 9 тең тағы да, яғни екі бетіне де логарифм қоямыз достар. x негізіндегі. Так, мінекей. Надеюсь, түсіндіре алдым. Бұндай әдіс бар. Екі бетіне түбір қоюға ұқсас, бірақ біз екі бетіне логарифм қоямыз. Логарифм x негізінде. Мынаның негіздері x болғандықтан логарифм x негізінде деп қойып жатырмыз. Логарифмнің қасиеті бойынша мына өрнегіміз алдына фук етіп секіріп түседі. Сонда бізден мынандай нәрсе шығады. X квадрат азайтылған 6x қосылған 9 көбейтілген логарифм x негізіндегі x тең болады логарифм x негізіндегі x. Әрі қарай не істейміз? Әрі қарай енді мен қазір мынаны былай қарай өткізіп алайын. Сонда менде x квадрат азайтылған 6x қосылған 9 көбейтілген логарифм x негізіндегі x азайтылған логарифм x негізіндегі x тең болады 0-ге. Екеуінде де бар нәрсені жақшаның сыртына қарай шығарып жібереміз. Логарифм x негізіндегі x жақшаның сыртында x квадрат азайтылған 6x қосылған 9 азайтылған 1 тең болады 0-ге. Жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Мынаны 0-ге теңестіріп аламыз. Логарифм x негізіндегі x тең болады 0-ге. Мынаның 0-ге теңескенін бірінші жерде біз қарастырып кеттік. Сондықтан оны қайталап жазбай қоямын. Осы жерден x тең болады, мына жерде былай қарай өтетін болсақ 1-ге. Яғни x 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Все, мынау бір шешім бола ала ма, бола алмай ма, оны орнына қойып тексеріп көресіздер. Мына жерге 1-ді, мында да 1-ді әкеліп қоятын болсақ, әрине ол шешім бола алады. Я? Демек 1 ол дұрыс шешім. Енді достар, бізде қазір мынандай шешімдер тұр. 0 тұр. Кешірім сұрайын. 1 тұр пока. Сосын 2 тұр. Сосын 4 тұр. Енді достар қараңыздар. Бұдан әрі қарай бізде тағы да бір нүкте қалып тұр. Ол қандай? Ол 0 деген нүкте. Бірақ ол өте тонкий момент. Себебі 0-дің 0 дәрежесі болып қалмау керек. Себебі 0-дің 0 дәрежесі ол бізде анықталмағандық. Does not exist. Яғни ол анықталмаған. Міне сондықтан 0-ді просто тексеріп көреміз. Яғни x-ің орнына 0-ді қою арқылы. Так. Мен оны мында тексерейін. X 0-ге тең болса. Егер x 0-ге тең болатын болса, онда 0 және дәрежеде 0 азайтылған 0 қосылған 9 тең болады 0-ге. 0-дің 9 дәрежесі 0-ді береді, 0 тең 0. Орындалып тұр ма теңдік? Орындалып тұр. Бастысы 0 тең 0 болып қалған жоқ. Демек, менде 0-де шешім бола алады. Сонда бұл есептің 4 шешім бар екен. 0, 1, 2, 4. Қалай шығарғанымды түсіндіре алдым деген ойдамын. Егер әрине түсінбеген болсаңыздар, комментарийге жазыңыздар, я болмаса маған WhatsApp-қа шығыңыздар. Мен міндетті түрде сіздерге түсіндіріп беретін боламын, достар. Все, окей, осымен бізде 10-шы тапсырма аяқталды. Келесі 11-ші тапсырма. Ал енді достар, 11-ші есеп, бұл алдыңғы 10-шы есептен де күрделі екен көрініп тұрған шығар. Бұл жерде уже бізде дәрежелерде айнымалылар, теңеулер келген, жақсы. Бірінші не істейміз? Өздеріңіз білетін, түсінетін, мына жерде екеуі бірдей болатын болса, дәрежелерін теңестіре саламыз деген әдісті қолданып, мына екеуінің дәрежесін бірінші теңестіріп аламыз. Сонда бізде модуль 2x азайтылған 1 тең болады x плюс 2. Енді әрі қарай не істейміз? Әрі қарай мына модульді теңдеуді шығарамыз. Бұны шығарған кезде модульді теңдеуде қандай анықтама бар еді? Мына 2x минус 1 0-ден үлкен болса плюс болып ашылады, 2x минус 1 0-ден кіші болса теріс болып ашылады дегенбіз. Сол екі жағдайда жазамыз, Сонда 2x минус 1 үлкен 0-ден, демек бұл жағдайда біз плюспен ашамыз. 2x минус 1 тең болады x плюс 2. Былайша айтқанда ешқандай нәрсе өзгермейді деген сөз. Осы жерден x табатын болсақ, ол 3-ке тең. Осыны аламыз да мына x-ның орнына қойып көреміз. 0-ден үлкен бола ма, болмай ма? Үлкен болады. Демек, пока бұл бізге жарап тұр деген сөз. Бұны әлі аламыз да мына жаққа қойып тексеруіміз керек. Бірақ енді қазір осылай ұстап қоя тұрайық. Енді келесі 2x минус 1 ол бізде 0-ден кіші болсын. Енді не істейміз әрі қарай? Енді бұны теріс мәнмен ашамыз, яғни мынаның алдына минус таңба қойып жібере салсақ болады. Сонда бізде 2x минус 1 тең болады минус x минус 2. Осы жерден 3x бізде тең болады екен минус 1-ге, x табатын болсақ минус 1 бөлінген 3-ке. Енді осыны алып келеміз да, мұнда қоятын болсақ, бұл расында да не болады? 0-ден кіші болады. Демек, бұл да бізде пока что жарамды. Бірақ ол нақты шешім дегенді білдірмейді. Біз оны қазір мұнда қойып тексеруіміз керек, достар. Окей? Все, пока осылай қалдыра тұрайық. Енді мұнда тексеруін жазайық, давайте.
3-ті қойып тексеріп көреміз. 3-тің дәрежесі ретінде 2 көбейтілген 3 азайтылған 1. Тең болады 3, мына жерде 3 плюс 2. Расында да бізде 3-тің 5 дәрежесі 3-тің 5 дәрежесі болып теңеседі. Демек, мына 3 ол жауапқа жатады. Сол үшін бұдан үстін бояп қоямын. Енді тура солай, мына минус 3-тен 1-ді тексеріп көресіздер. Минус 1 бөлінген 3, және оның дәрежесінде, так, бізде не болады? Минус 3-тен 2, минус 1. Тең болады, мына жерде минус 1 бөлінген 3, және мына жерде 2 азайтылған 1 бөлінген 3. Бұл жерде достар, оның мәндері бір-біріне теңеспей қалады. Маған қазір есептесеңіздер, бір бетімен теңеспейді. Демек, ол теңеспейтін болса, онда бұның шешімі жоқ. Значит, мынау маған жарамсыз. Түсінікті ғой? Осылай теңестіріп аласыздар, тексеріп аласыздар. Жақсы, енді достар қараңыздар. Бізде екінші жағдаяттар қандай? Олардың негіздері 1 болуы мүмкін ғой. 1 болатын болса, онда ол не істейді? Тең болып қалады. Енді x тең 1 деп тексеріп көрейік. Тексеріп көрейік емес, бұл бізде жауапқа жатады, то есть. Өйткені мына жерге әкеп қойсаң да, мына жерге қойсаң да, не важно. Мына жерде главный 1 тұр, мына жерде главный 1 тұр. Болды, 1 мен 1 теңеседі. Демек, бұл жауап болады. Және x тең болады 0 дегенде тексеріп көруіміз керек. Себебі бұл жерде тексеруіміз керек. Неге именно тексеру? Өйткені 0-дің 0 дәрежесі болып қалмау керек та. Так, сонда мына жерге 0-ді қоямыз, мына жерге 0-ді қоямыз. Мына жерге 0-ді қоямыз, именно да 0-ді қоямыз. Получается, бізде не болады? Мына жерде минус 1 модульден плюс 1 болып шығып кетеді. 0-дің 1 дәрежесі 0-дің өзі. Мына жерде 0-ге 2 қосамыз, ол 2-ның өзі, 0-дің 2 дәрежесі 0-дің өзін береді. Получается, 0 тең 0 орындалып тұр. Без проблем. Демек, 0 де бізде не істейді? Жауап бола алады. Болды, басқа бізде шешімдер жоқ. Сонда нақты әрі соңғы жауаптарын жазатын болсақ, бізде x-тің мәні 0-ге тең, x-тің мәні 1-ге тең, және x-тің мәні 3-ге тең. Яғни бірінші, екінші, үшінші. Мінекей, осылар бізде нақты әрі соңғы дұрыс жауаптар. Бұдан басқа оның жауаптары жоқ екен, достар. Все, осымен 11-ші есеп аяқталды. Енді келесі бізде 12-ші тапсырма. Так, стоп. Sorry guys. Шатасып кеттім. Мына жерде минус 1-ді де тексеруіміз керек. Минус 1-ді де тексеру керек. Неге? Өйткені минус 1-дің тақ дәрежесі ол минус 1-дің өзін береді, минус 1-дің жұп дәрежесі ол плюс 1-ді береді. Сол минус 1-мен де тексеріп көресіздер. Егер екі бетінен де дұрыс нәрсе шығып тұрса, яғни тең болып, онда ол да жауап бола алады. Сонда мына жерге қойып тексеріп көрейік. Минус 1. Оның дәрежесінде мына жерге минус 1-ді қоямыз. Сонда бізде минус 3 модульден плюс 3 болып шығады. Тең. Мына жерде минус 1-дің минус 1 плюс 2 дейтін болсақ 1. Екеуінің де не шығып тұр? Тақ дәреже шығып тұр. Сонда минус 1 тең минус 1 теңдік белгісі орындалады. Демек, бұл не істейді? Жауапқа жатады екен, достар. Сонда бізде 4-ші теңдеу бар. x4, то есть 4-ші теңдеудің түбірі бар. Ол бізде минус 1. Болды. Соңғы әрі нақты жауап осылар, достар. Все. Осымен 11-ші есеп нақты аяқталды. Енді келесі 12-ші тапсырма. Енді бізде соңғы 12-ші есеп. Достар, бұл есепте минус 1-ге тең, 0-ге тең, 1-ге тең деген шарттарды қанағаттандыратындай етуіміз керек. Сол бойынша іздейміз. Бірақ оған дейін ең бірінші мына жерде негіздері бірдей болып тұрғандықтан сразу мына екеуін бір-біріне теңестіріп, өзіміз үйреншікті әдіске салып жіберсек болады. Сонда бізде x қосылған 1 тең болады мына жерден 2x азайтылған 3-ке. Осы теңдеуді шешетін болсақ, бізде x-тің мәні 4-ке тең болып шығады. Бұл бір шешім. Енді келесі екінші шешім. Бізде оның негіздері 1-ге тең болуы мүмкін. Өйткені 1-дің кез келген дәрежесі ол 1-ді беретін еді. Сондықтан мынаны аламыз да 1-ге теңестіріп көреміз. x квадрат азайтылған 3x қосылған 2 тең болады 1-ге. 1-ді келесі бетке қарай азайтумен өткізіп алатын болсақ, мына жерде плюс 1 тең болады 0-ге. Енді осы жерден дискриминантпен шығарып жіберсек болады. 9 азайтылған 4 көбейтілген 1. Біздің түбір астындағы 5 шығады. Осы жерден x1 және x2 түбірлерін анықтауымыз керек. Сонда 3 плюс минус түбір астындағы 5 бөлінген 2. Болды. Бұл бізде қазір бір шешімі. Себебі мынаның бізде x-тің орнына әкеп қоятын болсақ, мына жерге және мына жерге, онда олардың астары не істейді? 1-ге теңесіп қалады. 1 болады да, ал 1-дің любой дәрежесі ол бізге не істейді? 1-дің өзін шығарып береді. Демек, бұл бізде не болады? Шешім бола алады. Келесі үшінші. Бізде екі бетіде минус 1 болуы мүмкін ғой, то есть негіздері. Мына жер минус 1, мына жер минус 1. Сол кезде мынау екеуде либо жұп болу керек, либо екеуде тақ болу керек. Біреуі жұп, біреуі тақ болып қалса, ол жарамай қалады. Окей?
Демек, минус 1-ге теңестіріп көреміз. Х квадрат азайтылған 3х қосылған 2 тең болады минус 1. Келесі бетке қарай өтетін болсақ плюс болып өтеді, сонда мұнда 3 тең болады 0-ге. Дискриминантпен кетеміз. 9 азайтылған 4 көбейтілген 3 десек, бізде не болады? 4-дің астында теріс сан болып қалады. Демек, бұл нақты сандар жиында шешім жоқ дегенді білдіреді. Енді келесі соңғы жағдаят, ол бізде мынаның 0-ге тең болуы. Яғни негіздің 0-ге тең болуы. Және сол уақытта оның дәрежесі оң сан болуы маңызды. 0-дің теріс дәрежесі ол анықталмағандық. Және сонымен қатар 0-дің 0 дәрежесі де анықталмағандық. Так что дәреже оң сан болу керек. Қандай жағдайда? Негізі 0 болған жағдайда. Вот сонда х квадрат азайтылған 3х қосылған 2 тең болады 0-ге. Және осы теңдеуді шығаратын болсақ, бізде х-тің мәндері 1 және де 2 болып шығады. Енді достар қараңыздар. 1 мен 2-ні алдық қой. Мынаның орнына әкеп қоятын болсам, мысалы 1-ді әкеп қоятын болсам, ол түсінікті, мынаның негізі 0 болып кетеді. Ал дәрежесі 1-ді әкеп қоятын болсам, 0-дің квадраты болады мұнда. Мұнда 0-ді әкеп қоятын болсам, то есть кешірім сұраймын, 0-ді емес, 1-ді әкеп қоятын болсам, негізі 0 болады да, дәрежесіне келеміз. 2 көбейтілген 1 азайтылған 3. 2 мен 1-ді көбейтемін 2 минус 3 болады, сонда бізде минус 1 болып қалады. А бұл бізде не болады? Анықталмағандық болады. Себебі 0-дің минус 1 дәрежесі деген ол 1 бөлінген 0 емес пе, достар? Міне демек, менде мына 1 не істемейді, жауап бола алмайды. Себебі бізде не болды? Анықталмағандық болып қалды. Does not exist деп жазып қоямыз. Ал енді 2-ні тексеріп көреміз. 2-ні тексеретін болсақ, түсінікті негізі 0 болып кетеді. Оның кубы тең, мына жерде 0, 2-ні әкеп қоятын болсақ, бізде оның 1 дәрежесі қалады. Демек, 0 тең 0 дейтін шартымыз орындалады деген сөз. Сонда біздің есепті жауаптарын жазатын болсақ, онда ол қалай болады? 3 плюс минус рут астындағы 5 бөлінген 2 деген бір шешім. Және х-тың 4-ке тең екендігін көрсететін бір шешім. Так, 1, 2, мұна бізде x3 болсын. Так, тағы да қайсысы қалды бізде? Х-тың 2-ке тең екендігін көрсететін мына бір шешім бар. Так, мына жерде шешім шықпайтын көз жеткіздік. Мына жерде 4-ті жаздық. Мына жерде түбірасты 5-тің жауабын жаздық. Үшінші жағдайда жоқ болды. Сонда бізде жалпы 1, 2, 3, 4 шешім бар екен, достар. Осы 4-еуі біздің есептің соңғы әрі нақты шешімдері. Ал достар, осымен біздің кезекті видео сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті бола алдым деген ойдамын. Әрине лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Және достар, осы сабақты егер соңына дейін көрген болсаңыз, мына 13-ші есепті өзіңіз дәптерге шығарып көріңіз. Мен осыған ұқсас есепті шығарған едім осы видеода. Және сол шығарылған есепті шығару жолымен Инстаграмға салыңыз, менің аккаунтымды белгілеңіз. Сосын мен сізге осы сабаққа қатысты тегін практикалық есептер жіберетін боламын PDF форматта. Соған қарап отырып, әдеде біліміңізді бекітсеңіз болады. Және достар, осы есепті сториске салғаннан кейін сіздерге нұсқа талдауларға доступ ашып беретін боламын. Все, сіздерге пайдалы бола алдым деген ойдамын. Сіздерге деген шынайы ықыласпен, ыстық құрметпен, немесе ыстық ықылас шынайы құрметпен, әдеттегідей Қазбек ағайларыңыз. Келесі видеода аман есен жолыққанша достар, барлықтарыңызға сәттілік, зейіндеріңіз ашылсын.